кедей отбасыға тұрмысқа шыққанымды білдім. Мен сол кезде қатты өкіндім. Ал кір лас жерге байлық жиналмайды деп. Үйінде дырка бар, воронка сияқты. Жиған терген тұрақсыз барлығы ағып кете береді. Ол жігіттен бай жігітті істеп шығардым. Керемет күйеу болса, не үшін ажырасып кеттіңіз? Мен оған көнгім келген жоқ. Үшінші бөпемді отбасыда туылған жоқ. Тіке келе жатып, бұл тайып кеткен сияқты болдыңыз ғой. Сіз неге фэншуйға келдіңіз? Мен фэншуй арқылы байыған адам. Любовнигің бар ма деген сияқты. Папигің бар ма? Мен сияқты. Сіз туралы сөйтіп айтады. Сөйтіп сұрайды. Менің клиенттерімнің барлығы да кедей мышлениемен келеді, бірақ мен оларды бай мышлениеге өткіземін. Сыпырғыны бүйтіп қойма, өйтпе деген барлығы фэншуйдің элементтері. Адаммен араласпасаң, қоғаммен араласпасаң, жұмыс жасамасаң, сен де татпаса бастайсың. Өзіңді сыйламаудың бір белгісі сияқты. Маған претензиямен келіпсің ғой бүгін. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Ирина ханыммен подкаст түсірмекшіміз. Мен Ирина ханымның продюсері боламын, прогрев маманымын, распаковка маманы боламын. Осы уақытқа дейін мен сұхбат алып көрмегенмін, бірақ Ирина ханыммен сөйлесу барысында өте қызықты темалар ашылды. Оны стористе біз жеткізе алмайтын едік, рилспен де жеткізе алмайтын едік. Адамдарға осының бәрін ашып түсіндірейік деген идея тасталған болатын. Бүгін бұйырса осы идеяны жүзеге асыруға сіздермен кездесіп отырмыз. Сәлем Маржан, сенімен бүгін подкаст түсіріп жатқаныма өте қуаныштымын. Адамды өте керемет ашасын, сондықтан да өзімізге осындай шанс бердік. Сәлеметсіздер ме? Біздің YouTube каналға қош келдіңіздер, және лайк басып, подписация етіп отырыңыздар. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, кімсіз, немен айналысасыз? Менің есімім Ирина Разақ, мен фэншуй маманымын, астрологпын, қазір кезде трансформациялық спикер болып жұмыс жасаймын. Психологпын десем де болады. Фэншуй бойынша сізді ашқым келіп тұр, өйткені маған шет жағасын айтып көрдіңіз, маған ол өте қызықты болды, сондықтан да мен осыны именно подкастта толықтай ашқым келіп отыр. Фэншуймен таныс болғаныңызға қанша жыл болды? Мен фэншуймен таныс болғаныма 6 жыл кетіп жатыр. Жалпы фэншуйға келген кезде мен өзім өте таңғалғам, осындай ілім бар ма екен, осы ілімді адамдар білсе екен, өзінің проблемасын шешсе екен деген сияқты сондай бір ниет болды. Парақшамда айтып бастадым. Фэншуйді Қазақстанға алып келген бірінші маман болып есептелемін. Одан кейін фэншуй осы Қазақстанда дами бастады. Енді әркім әртүрлі жеткізеді, әркім өзінің түсінігі бар, бірақ мен Ресейден оқып келгендіктен оның нақтысын қандай екен без фанатизма айтқым келеді. Фэншуйдің болып жатқанын, оның энергияның әсерін мен күнделікті көзбен көріп жүрмін. Бір моменттер болды, фэншуй емес осы трансформацияға кетсем екен, фэншуйді адамдар ширк дейді, астрологияны ширк дейді, онда мен ол жерге кіріспей-ақ қоя салайын деген сияқты менде сондай түсініктер болды. Бірақ күнде мен соған дәлелін аламын, фэншуйдің жұмыс жасап жатқанын дәлелін аламын. Дәл қазіргі моментте де мен мысалы коммерческий недвижимость алғым келіп жатыр, бірақ ол жер ешкімге көрінбейді ол. Бағасы арзан, енді оның биіктігі, потологының биіктігі 6 метр. Ал өзі бағасы өте арзан болып тұр квадрат метріне. Ондай помещениені табу қиын. Сол себепті де, бірақ ол өте жасырын жерде тұр. Соны бақылап қарасам, оның көрінетін жағына, атақты болатын жағына, аты шығатын жағына қарама-қарсы жерде бағытында үлкен биік здание тұрғандықтан ол ешкімге көрінбей тұр. Сол себепті мен фэншуйды өзім мойындағанмын. Егер де адамдар қолданып, өзімнің проблемамды шешем, осы нәрседен болып жатыр дейтін болса, онда мен оны үйретуге ашықпын деп айта аламын. Маған қызығы, сол кездері сіз неге именно психологияға кетіп жатты ғой барлығы. Енді мен естуімше сіз өзіңізді қатты іздеген сәтте фэншуйға бет бұрдыңыз, өйткені ответтер керек болды. Әрбір адамның өмірінде ондай период болады. Қатты қиналып, уже бір жан-жақтан ответтер іздей бастайды. Біреулер жаңағы балгерге барады, біреулер психологиямен жұмыс жасайды, біреулер тағы басқа деген сияқты. Маған қызығы, именно сіз неге фэншуйға келдіңіз? Қалай келді бұл нәрсе сіздің өміріңізге? Негізінде мен өмірімде барлық адам қиындықтар басталған кезде ғана ізденеді ғой. Оған дейін ізденбейді. Оның барлығын зона комфорта деп айтамыз. Негізі зона комфорта адамды өсірмейді. Ол бір жерде, бір өзінің ыңғайлы жерінде тұрады. Сол үшінге адамға қиыншылық келген кезде қуану керек. Орысша айтқанда спасибо, проблема, что пришла деп айтуымыз керекпіз. Ол бізді ростқа жіберу керек. Сол себепті менде қиыншылық басталды, бірақ мен оны мойындағым келген жоқ, мен оған көнгім келген жоқ. Себебі барлығы өзім ойлағандай
болып басталған еді өмірімде. Мектепті қызылға бітірдім, универді қызылға бітірдім, өзім оқытушы болып жұмыс жасадым, Низами атты университетте. Күйеуім табысы да жақсы болды, ұл десе ұлым, қыз десе қызым өсіп жатты. И бір моментте осының барлығы басқаша келең ала бастаған кезде, басқаша жүре бастаған кезде, мен оған мойынсұнғым келмеді, мен оған көнгім келмеді. Себебі менің сызған сызығым бар, менің өзімнің өмірлік жоспарым бар. Неге мен сол жоспармен жүрмей жатыр? Не үшін маған осындай қиындық келді? Мен жаман адам емес едім, мен жақсы адам, мен анаған жақсылық жасаймын, мен мынаған жақсылық жасаймын, мен мынандай қайырымдылық жасаймын деген сияқты. Осындай нәрселердің барлығы болды. Ата-анам айтқанын істеймін. Не десе осы өмірде социум не диктовать етсе соның барлығын жасаймын. Не үшін бұл жағдай менімен болды деп мен көнгім келген жоқ, мойынсұнғым келген жоқ. Бірақ сол моментте мен психологтан ізденбедім емес, мен психологтан іздендім. Мен 4 психолог ауыстырған адаммын. Мен ойлайтын едім, мен что-то не так деп, менде бір проблема бар шығар. Неге мен мына психологты мен сенбеймін, неге мен мына психологты мен сенбедім, неге мынаның айтқаны маған дұрыс келмеді деген сияқты менде өзім ізденістер болдым. Қазір кезде де енді көптеген адамдар психологқа барып, енді өзінің көңілінен шықпағаннан кейін ол мәселе көтеріліп жатыр. Ол дұрыс. Сіздің өзіңіздің адамыңыз болады, өзіңіздің психологыңыз, өзіңіздің тыңдайтын адамыңыз болады. И психологтармен ізденіп ол жақтан жауап таба алмағаннан кейін мен оны нумерологиядан іздей бастадым. Оған да случайно келіп қалдым. Өзімнің жаңағы бөпелі болғаннан кейін мен енді 3-ші бөпемді отбасыда туылған жоқ. Мысалы, некелі отбасы деп айтамыз ба қазақша, ондайда туылған жоқ. Менде қарым-қатынастан туылды. Сондықтан да мен ол жерде өзім көндіге алмадым. Ішкі жаңағы күрестер пайда болды. Неге мен адамдар енді некесіз бала деп айтады ғой, адамдар осындай деп сөйлейді ғой, неге мен бұл нәрсені менде болды. Как будто тіке келе жатып бұл тайып кеткен сияқты болдыңыз ғой. Бір правильный адамсың, келе жатсың, бір молдасың, бірақ ішіп кеткен адам сияқты. Сондай бір жағдай болды, и мен оны көтере алмадым. Сол себепті де не істерін білмегеннен кейін мен басқаша ойлауға мәжбүр бола бастадым. Сол моментте бөпелі болып, ол 40 күндік шақалақ еді, бір 20 күндік шығар керек болса. Сол уақытта маған дос қызымыз телефон соғып айтты, Ирина, осындай мандала арт-терапия болады екен, нумеролог жасап жатыр, барасың ба деді. Ондай нәрсе ол кезде жоқ, ондай таңсық зат. Мен 10 000 теңгем ба, 25 000 теңгем ба, біраз қымбат еді, мен соны көтеріп бардым. Сосын маған барғаннан кейін айтты, сені кіргізбейміз бұл жерге, балаң кішкентай, бұл жердегі адамдар проблемамен келеді, олардың проблемный аурасы көтеріледі бұл жерде, сенің балаң әлі кішкентай, оған сіңеді, қайтесің оны деді. Енді энергетически ол нәрсе сіңеткен. Біз бала әлі сөзге түсінбейді, ол әлі бепе, оны еш нәрсе болмайды дегенмен біз толқындармен оның балаға жаңағы адамдардың қайғырғаны, жылағаны барлығы сіңіп жатады екен. Сондықтан да мен айтам, мешіттің жанынан, церковьтің жанынан үй алма деген феншуйдың қағидасы бар. Не үшін адамдар ұрсып жатады, мешіттің жаны жақсы, азан шақырады, соны естіп отырамыз деген сияқты. Мақұл, ол сіздің таңдауыңыз, бірақ сол жердегі адамдардың түрі грустный болып кіріп, қайғырып, кіріп, проблемаңмен келесің ғой өйткені Құдайға. Басқа кезде сен Құдайды іздемейсің, ол сенде барлығы жақсы болған кезде. Қайғырып, кіріп, болмаса сондай дауыстарды сен ести беретін болсаң, айналаңда қайғырған адамдар көп болатын болса, оның барлығы саған толқындармен сіңіп жатады. Сол себепті мені 20 күндік баламен кіргізбеді. Бірақ мен басқа бір комната тауып, сол жерге кіргім кеп, сол мәселемді шешкім кеп, өзімдегі сұрақтарым толып кеткен, соның барлығын жауабын алғым келді. Ол кісі әрі психолог, әрі нумеролог екен. Кейін білсем, ол кісі әрі Қытай метафизикасы, жаңа феншуймен де айналысады екен. Бірақ ол ешкімге айтпайды, өзінің клиенттері бар, Инстаграм жүргізбейді, өзіне тоқ адам болғандықтан мен оған сразу жабыстым. Маған нумерологиялық консультация жасап беріңізші деп. Себебі менің ішкі стерженім әлі дайын емес еді шешім қабылдауға, біреу мен үшін шешім қабылдап берсе екен деген сияқты жертва позициясында жүрген кезім болатын. Ол кісінің айтқанынан менде бір әдет бар, біреу айтқан кезде мен толықтай ол адамға сенбеймін, мен наблюдатель позициясын қосып отырамын, логиканы қосып отырамын, сондай бір әдетім бар енді. Сол себептен шығар, адасқым келмейді, адаспаймын деп сөйтіп күресетінім бар. Сол айтқандарға жақсы айтты, бірақ мен тоймай қалдым. Осында мен оқуын оқытасыз ба дедім. Бәлкім оқуын оқысам, соның ішінде бір нәрсені білетін шығармын деген сияқты ой пайда болды. Сол нумерологияны оқып болғаннан кейін мен адамдарға консультация бере бастадым. Бірақ өзің қандай болсаң сондай клиент келеді дейді ғой, сол сияқты мен сияқты отношениеден күйген, өзім сияқты жаңағы клиенттер келе бастады. Өзің диуана, кімге пір боласың деген сияқты менде ішкі толқыныс басталды. Мен кімге ақыл үйретемін, мен өзімде осындай жағдай ғой деген сияқты. Бірақ адамда
мына синдром самозванца дейді ғой, мен әлі дайын емеспін, мен лайық емеспін деген сияқты оқи береді, іздене береді. Сол себепті біраз жан-жағыма қарасам барлығы психологияны айтып жатыр. Сонда психология маған адал сияқты, халал сияқты болып көрінді. Ал осы менің жасап жатқан жұмысым ширк сияқты көрінді. Және де сондай халықтардың арасында понимание болды ғой. Иә, 2018-20-21-де барлық оранып, сондай бір сондай адамдарды дәріптеп, басында орамалы болса, аузында алласы болса, ондай адамдар бір жақсы адамдар деген сияқты ой түйіндеді. Жақсы адамдарды арасында бар шығар. Бірақ мен өте қарсыластым, себебі атын өзгертіп ала берді. Ислами психология деген сияқты, басқа деген сияқты. Кейін барып ізденіп қарасам, психология мен эзотерика осы жаңағы фен-шуй, астрология салалары, ол екеуі апалы сіңілі, екеуі бірдей басталған, кейін екеуі екіге бөлініп кеткен. Психология адам жанымен жұмыс жасағаннан кейін оны ақтап алғандағыны, эзотерикада да сол нәрсе. Жауапкершілік беріледі, оны эзотерик шешіп береді. Ол жерде де, по сути, екеуі де бір нәрсе. Бірақ біз психологияны ақтап алғанбызда, эзотериканы жамандап алғанбыз. Сондықтан қазіргі мәселенің көтеріліп жатқаны, тоже мен мына заңды қабылдады ғой, психологиялық дипломы болмаса, онда болмайды деген сияқты. Ол жерге не үшін психологиялық дипломы болмаса істеуге болмайды деді, себебі эзотерикада кіріп кетті ішіне. Неше түрлі шарлатандар, аяваска ішкізетіндер, тағы да басқа коучтар, психологияның атын жамылып соны сөйлегеннен кейін ол екеуі бірдей болып кетті. Соны бөлу үшін де осы заң керек болды бізге. Осылай 20 күндік шақалағанмен проблемамды шешем деп келдім дағын, жаңағы ұстазды тауып, өзім содан ізденіп, одан кейін ол кісінің басқаша іліммен консультация жасайтын көрген кезде, оның клиенттерінің бай екенін көрген кезде, оған шенді клиенттер келіп неше түрлі сыйлықтар берген кезде, мен жаңағы кісіге қызыға бастадым. Содан мені оқытыңызшы, мен де үйренейін. Осы инстаграмға шығатын болса, бір мамандықпен шыққым келіп жүретін, сол кезде осы нумерологиямен шықтым. Бірақ ол кісі маған үйреткісі келген жоқ, айтты, бұл өте қиын деп, үлкен кітаптарды көрсетті, бұны сен ептей алмауың мүмкін, бұны жылдар бойы зерттеу керек деген сияқты әңгімелер айтты. Бірақ мен оған көнген жоқпын. Келіп инстаграмды іздеп, сол жерден бадзы маманы тауып алдым, фен-шуй бадзы деп іздеп тауып алдым дағыны. Гуглдан іздеп бадзы не екенін үйрендім, фен-шуй не екенін үйреніп, басқа Ресейден өзіме оқытушы тауып, сол адамнан үйрене бастадым. Түсінікті. Маған қазір қызық болып тұрғаны, сіздің бірінші семьяңызға қатысты дүние. Неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? Қандай өмір болды сіздерде? Өйткені мен сізді енді танып бастаған кезде, әлі жақын араласпаймыз, тек сыртыңыздан білемін, көрініп тұр, статная женщина, өзіңіздің орныңызды, сөзіңізді білесіз, барлық жерде сізді құрметтейді, төрге отырғызады, соны байқадым. Не үшін бұндай қарым-қатынас жасайды екен бұл кісіге деген кезде, жанымдағы адамдардың барлығы сыбырлап маған бұл кісінің күйеуі бай, ол әлі күнге дейін көмектеседі, сондай бір кісі деп айтты да. То есть сол қаншалықты шынайылыққа жанасады деген нәрсе болып тұр да менде. Қандай адам болды? Сіз бай жігітке тұрмысқа шықтыңыз ба? Или шықпасаңыздар қалай көтерілдіңіздер? Маған осының бәрі қызық. Если сондай прям керемет бай еркек болса, керемет күйеу болса, не үшін ажырасып кеттіңіз деген сұрақтар қазір. Маған претензиямен келіпсің ғой бүгін барлығының атынан. Өйткені оқырмандарыңызға да осы қызық. То есть бұл жерде сіздің сыртыңыздан айтылған дүниенің барлығы на самом деле оқырмандарыңыздың да сұрағы, и даже жаныңызда жүрген адамдардың өзінде осы сұрақ бар екен. Сондықтан да мен осы сұрақты сізге неприятный болса да қойып жатырмын. Әрине адамдар басқа адамның дәрежесін обесценивать еткісі келеді, құнсыздандырғысы келеді деп айтамын ғой. Сол үшін де оларға солай ойлау ыңғайлы. Себебі өзінде жоқ болғаннан кейін, мысалы, сондай байлықты өзі арттырам деген сенім болмаған кезде адам, мысалы, бір әйел кісінің өзі анау жігіт істеп берді. Біреу істеп берді, оның бір папочкасы бар, или болмаса бір жаңағы ухажеры бар, или болмаса бір любовнигі бар деген сияқты әңгімен айтқан оларға ыңғайлы. Себебі өзі жасайды, ол дәрежеге жете алмайды, жасайды, ол құрметке жете алмайды, сондықтан да сондай нәрсені ойлап табады. Негізі мен кедей жігітке тұрмысқа шыққам. 16 жасымда мектепті бітіргеннен кейін тез бітірдім, жаңағы олимпиададан бірінші орынды алып, осы оқуға түстім.
экзаменсіз ешқандай абитуриент болған адам емеспін. Мені өзі оқуға шақырған. Сол жерде оқуға түскен кезде менің курстасым болды. Курстасым мен Ташкент облысының қазақтар негізі өте қарапайым өмір сүреді. Олар өзбекке жақын, тілдері де, салт дәстүрлері де өте жақын. Менде мынандай ой болатын: мен Ташкент облысының жігітіне тұрмысқа шықпаймын деген сондай бір сөзім болады. Себебі олар көбінесе тиын санап қалған, жағдайлары орташа, ондай қатты байлар көп емес еді. Өзімнің тұрғылықты жерімдегі адамдардың жағдайы маған ұнайтын еді. Біздер ондай жоғары жағдайда өмір сүрдік. Олардан сәл қатты бай болмасақ та. Солай жүргенде курстасым айтты: менің бір інім бар, өте білімді, жаңа әрекет етіп жүр, оқуын бітірген, жұмыс жасайды. Әке-шешесі осындай мұғалім кісілер, жақсы адамдар, басқалардан өздерін современный тұтады деген сияқты сондай әңгімелерін айтты. Жарайды, мен танысып көрейін деді. Таныстырам дегеннен кейін танысып көрейін деп танысып көрдім. Бірақ бала өте қарапайым жігіт болды. Мен оған қарай қойған жоқпын негізінде. Бірақ ізімнен жүріп, не керек бізге қыздарға? Внимание керек, забота керек, сенің көңілінен шығып жатса, барлық нәрсені істеп жатырса, Сосын әрбері ойланып, мен 3-ші курсты аяқтап жатқан едім. Енді мен жоспармен жүретін адам емеспін ба ол кезде? Маған барлығы дұрыс болу керек. Жан-жағыма қарадымдағыны осы жігіт болады екен. Менің правильностыма осы жігіт болады екен. Мысалы, мен ата-анам көңілінен шығуға, социумның көңілінен шығуға деген сияқты ой болды. Қандай жерге барыпты деп мысалы айтады, қандай жерге барыпты деген ойламаппын. Сол қандай жігіт маған әке-шешесімен тұрмайтын ортаншы жігіт болу керек еді. Үйдің және потенциалы бар болу керек. Өзі байитын жігіт керек еді маған. Негізінде сол программа менде әлі де бар. Маған ата-анасы бай болған жігіт емес, өзі байи алатын потенциалы бар жігіт керек негізінде. Или өзі байыған. Өзі байыған, потенциалы бар адам өзі байиды. Сонда ата-анасының байлығымен өскен баланың мінез құлқы басқа болады. Сонда мен өзім кішкентайымнан сондай журналдарды оқитын едім. Мен отношениеден негізі қарым-қатынас тақырыбына өте көп нәрсені білемін. Кішкентайымнан сол журналдардың барлығын оқыдым. Наверное, соны бір опыт қылып көрейін деген шығармын. Содан жаңағы өзіме сай жігітті таптым. Логикамен таңдадыңыз, жүрекпен емес? Жүрекпен емес, себебі мен ата-енемен тұрмайтынымды кішкентайымнан білетін едім. Мен тұрғым келмейтін. Маған да тұрмайтын жігіт керек еді. Әке-шешесімен тұрмайтын, оның сөзінен зависть етпейтін, өзі ақша табатын, өзі би, өзі қожа адам керек еді маған. Сол жігіт өзі жұмыс жасап, ақша тауып жүргеннен кейін мен онымен сөйлесе келе дұрыс шешім деп қабылдадым. Оның үстіне менен кейін 2 інім бар, олар оқуға түсу керек еді. Мен әке-шешеме ауырлық салғым келген жоқ. Мен өзімнің жолыммен, қызым мақсаты кету деп өзімнің жолымды дұрыс таңдап кеттім. Сол уақытта бірақ мен алдынан өтіп, ата-анам кейін мені алып қашып кеткен кезде, енді ұзақтан ұзатып келу оларға қиын болды. Келген кезде мен үйін көріп өте таң қалдым. Себебі мына біреулердің көңіліне тиюі мүмкін, бірақ енді мына прищеппен тартып байлап қойған перде, ескі құсқы жаңағы қыжымы деп айтамыз ғой, сондай перделер, бір 70-80 жылдар қыздарды ұзатқан кездегі сол көрпе төсектер, сол шаң басып жатқан сол жаңағы мебель барлығына мен таң қалдым. Тазалыққа ше қалай болды? Шаң басып жатқаннан кейін ол үйдің жаңағы айтады ғой, мына феншуйда да кір лас жерге байлық жиналмайды деп. Негізі адам өзі кір ластықты адамның өзі жасайды. Не үшін? Себебі оның еңбек жұмыс жасауға оның енжарлығы жібермейді, желкесі жар бермейді. Ол адам депрессияда, значит, оның ақша жоқ, ол қуанбайды, ол еш нәрсе жасағысы келмейді өмірде. Бір жағынан өзіңді сыйламаудың бір белгісі сияқты. Әрине, ол өзін өзі сыйламаған адам өзгені де сыйламайды. Өзін сыйламаған адамнан сіздер құрмет күтпей қоя салыңыз да, олар жуас екен, олар жақсы екен, момын екен, бейшара екен деп күтудің қажеті жоқ. Өзін өзі сыйламаған адам ол ешкімде де сыйлап білмейді негізінде. Дәл сол сияқты өзін және өзінің айналасындағы ата-анасын жақсы көрмеген адам өзгені де жақсы көре алмайды. Сонда туған өзін әке-шешесін жақсы көрмеген адам қалай өзгені жақсы көре алады? Сол үшінге келесі подкастта егер отношения темасында ашатын болсақ, мен сіздерге қалай жігіт таңдау керек екен, қалай қыз балдарды таңдау керек екен айтам. Адам бір әдетін жасай береді ол. Сөйтіп жүрген кезде мен сондай кедей отбасыға тұрмысқа шыққанымды білдім. Мен сол кезде қатты өкіндім. Кеткім келді, бірақ енді кете алмайсың, біз уже тұрмысқа шығып қойғаннан кейін. Тем более Өзбекстанда ол вообще табу тема. Табу. Ол жерден кету деген нәрсе. Бірақ той уақытында да бір 2 ай өткеннен кейін тойымызды жасады. Сол кезде де кетудің амалдарын жасадым. Прям ұрыс шығарып, әлгі шейін сол кезде кетпеппін деген сияқты сондай бір өкініштер болады. Себебі менің теңім емес еді ол.
ой жағынан да басқа жағынан да баланың өзі жақсы, бірақ оның шыққан средасы, ортасы өте кедей мышлениеде болды. И мен сол нәрсемен күрескім келген жоқ, мен соны тастап сол жерге кеткім келді. Қазір байқасам, менің клиенттерімнің барлығы да кедей мышлениемен келеді, бірақ мен оларды бай мышлениеге өткіземін. Менде сондай нәрсе бар екен. Паттерн қалыптасып қалған уже. Сол нәрсе бар екен. Сонда мен кедей жерге түстім дағыны, ол жігіттен бай жігітті істеп шығардым. Істеп шығардым дегенде мен енді оны бүйтіп жасаған жоқпын, бірақ өзімнің бай привычкаларым деп айтады ғой, сол нәрселерге сүйрелей бастадым. Осылай жасауымыз керекпіз, қымбат магазинге кіріп көрейік, бізді ешкім ұстап алмайды, бізді ешкім ұялтпайды, мына жерлерге барып көрейік, еш нәрседен қысылмайық, ақшамыз бар, мына ресторанға кірейік, өзімізге 2 рет аптасына ресторанға баруға рұқсат берейік деген сияқты байлықты тартатын нәрсе ол бай привычкалар. Егер сенде эконом режимінде өмір сүретін болсаң, сен ешқандай да байлықты өміріңе тартпайсың. Егер сен эконом режимінде болсаң, сені өмірді тоже эконом режимінде көрсететін болады. Сол себепті мен ол жігітке сондай өзімде бар привычкаларымды өзімнің ата-анамнан үйренген, біздерде ата-анам сәл болса да бай привычкалы адамдар еді. Біреуі жаңағы магазиншінің қызы, біреуі әкімнің баласы деген сияқты. Енді сол кезде бірақ ақша табылғанмен екі түрлі адамдар болады ғой. Біреулер на эмоциях шашып жейді, біреулер оны жаңағыдай жинайды. Мысалы, мынаны бүйтіп алып қояйық, мынаны сөйтіп алып қояйық деген. Сізде қандай не болды сол жерде? Баланс болды. Менде екеуі де бар. Негізінде жаңағы бөлісіп жейді, шашып жейтін адамға ақша көп келеді дейді ғой негізінде. Оны кейін осы трансформацияға келгенде біліп жатырмын. Дающий адам, қолы ашық адам біздікінде. Ол адамға ол Құдай бере береді. Себебі оның несібесі өте көп. Көп адам несібесін оған байлап қойған. Ал тек қана өзім ғана болсам екен, өзім деп қара басын ойлаған адамға тек өзінің басына ғана жететін нәрсені береді. Ал көпшіл адамға көп адамның несібесі беріледі. Сол себепті мен өзім әрі ашып шашып та жеймін, әрі оны инвестиция жасауға да өзімді тәрбиелеп отырамын. Ол нәрсе бар. Біреу папамнан келген, біреу мамамнан келген қасиет. Мен екеуін бөліп жарып қарамаймын, екеуі де маған ұнайды, екеуін де мен уже өзімнің бойымда қалыптастырғанмын деп айтсам да болады. Сол күйеуім бірінші 2 комнаталы үйіміз бар еді. Менде ұрыстың басы негізінде үлкен үй алайық дегеннен басталды. Бірінші ұрыстарымыз. Мен үлкен үй алайық, ол бізде ақша жоқ қой, қайдан аламыз деген білмеймін. Біреуден қарыз алсаң да, қайтып алсаң да, ол кезде ипотека, кредит деген нәрсе жоқ қой. Алайық деген кезде соған ақша келе бастады. Мен солай бірінші 3 комнаталы үй алдым, оны сатпай 4 комнаталы үй алдық, оны сатпай тағы үлкен квадратты 4 комнаталы үй алдық, одан кейін жер үй алдық, одан кейін машина алдық. Мен не айтсам соның барлығы болып жатты. Сонда мына айтып жатады ғой. Всегда бір какой-то бір новый вызов беріп отыр. Әлде де еркекті аяудың қажеті жоқ. Ол кезде мен фэншуйді білмеймін, бірақ біздің үйіміз жақсы болды деп ойлаймын сол кезде. Бір өзіміздің бір несібеміз келді. Сөйтіп жүрген кезде енді бізге Қазақстанға көштік. Барлық мал дүние. Қай жылдары ол? 2012 жылда біз Қазақстанға көштік. Себебі ол жақта үлкен байлығымыз бар еді, қаншама үйіміз бар. Сіздер Өзбекстанда тұрып жаттыңыздар, Қазақстаннан үй ала бердіңіздер, иә? Менің сондай бір әдетім бар еді. Мен әлге дейін ол әдетімді қоймаймын, ол әдетім маған ақша алып келеді. Мен недвижимость салған жақсы көремін. Сол кезде енді мен баламын, бірақ мен үй ала беремін. Бірінші 3 комнат алдым, потом 4 комнат алдым. Ол кезде $4,000, $9,000 қалдық. 2 жылдан кейін оның бағасы $30,000, $50,000 болып бірден көтеріліп кетті. Алматыда, конечно. Жоқ, Өзбекстанның өзінде. Біз сол кезде Алматыдан да үй алып қойдық. 2 үй алып қойдық. Енді жағдайымыз жақсы болып көтеріліп бастадық. Бірінші кезде ақшамыз жоқ еді, бірақ менің сұранысым бойынша мен бұлай өмір сүргім келмейді. Мен осындай бай өмір сүргім келеді. Мен балаға осындай жақсы нәрсе алып бергім келеді. Мен өзіме осындай жақсы киімдерді ғана рауа көрем. Маған осындай өмір керек деген кезде маған ол еркек оның бәрін жасап берді. Потенциалы бар еркек жасап береді негізінде. Сол үшінге ал бай жерден шыққан жігіттердің, егер ол ата-анасының берген тәрбиесіне байланысты, егер оны ерке қылып өсірген болса, онда ол бала дайын асқа тік қасық болып үйреніп қалған бала. Сол үшінге баланы дающий қылып тәрбиелеу керек. Дающий болу үшін ең бірінші жайлап үйден қызметтерін жасап, үйдегі тапсырмаларды жасап, ол да беру, өзіңнің энергияңды біреуге беру. Және үйді таза ұстау керек. Солай жүрген кезде мен 2012-де осы жерге көштік. Одан кейін маған қазір қызығы,
күйеуіңіз кәсіппен айналысты ма сонда? Иә, кәсіппен айналысты. Кәсіппен айналысты. Сіз немен айналыстыңыз? Мен үйде декретте? болдым, және мен магистратураға оқуға түстім. Сол моментте бірінші баламды босанғанда магистратура оқитын едім. Екінші баламды босанған кезінде мен аспирантурада оқитын едім, және параллельно универде сабақ беретін едім. То есть үйде отырған жоқсыз, Үйде жоқ, үйде бәрін баланста ұстадым. Үйдің де тірлігіне үлгердім, және жұмыстың да тірлігіне үлгердім. Балада тәрбиеледіңіз? Иә, балалар кішкентай, өзімнің студенттерімді, подругаларымды шақырып көмектесуін сұрадым. Таңертең мысалы олар таңертең оқыса, түстен кейін мен сабағымды қойып қоям. Олар сабақтан шығып кеп қарайды, мен сабағыма барып келем деген сияқты. Күйеуіңіз жақсы ақша тауып жатса, қатарынан үй алып жатсаңыз, не үшін ол кезде ол жұмыс жасауға не болды? Ішкі импульс болды? Себебі мен әрбір адам өзінің қалауын таңдау керек. Өзінің, сен жұмыс істемей қал, сен күйеуің табу керек дегеннің барлығы жалған нәрсе. Бұл өмірге келгеннен кейін әрбір адамның берері бар. Әрбір адам бриллиант негізінде. Бірақ оны бергісі келмейтін жалқау адамдар бар. Біреудің мойнына асылып алып, мысалы күйеуінің мойнына асылып алып деген сияқты. Бірақ күйеуінің алдына шығып кетудің де қажеті жоқ деп айтар едім. Сондықтан екеуі келісіп, мысалы күйеуің жақсы тауып жатса, бірақ сенде де бір мына өмірде интерес болу керек, ермек ететін бір жұмысың болу керек. Болмаса мына екі соқа деген әңгіме бар ғой, біреу жер жыртаттағаны жылтырап тұрады, екінші жаңағы складтап тат басып жатады. Сондықтан да сен егер адаммен араласпасаң, қоғаммен араласпасаң, жұмыс жасамасаң, сен де тат баса бастайсың. Сол тат баспау үшін өзіңіздің жаңағы ермегіңіз болсын, қызық болсын деген оймен жұмыс жасадыңыз сол кезде, оқып, жұмыс жасап солай. Өзім бизнеспен айналысқым келетін еді, бірақ маған Өзбекстанда бизнес жасауға рұқсат бермеді. Кім рұқсат бермеді? Күйеуім рұқсат бермеді. Оның да айтқаны рас, негізінде дұрыс болды, себебі ол жақта бизнес жасау үшін де еркіндік болу керек. Ал Қазақстанда барлық жағдай жасалған, еркіндік берілген негізінде біздерге. Ол жақта еркіндік берілмеген бе? Ол жерлерде мен зерттеп көрген жоқпын, бірақ бизнес жасау сәл қиындау, заң қаталдау. Барлық нәрсені кіргізе бермейді. Мысалы біздердегі сетевой компаниялар, пирамидалар ол жаққа еркін кіре алмайды, кітаптар еркін кіре алмайды. Өзінің бір жабық ел ретінде өздерінің бір қағидалары бар. Сол үшін ол жерде бизнес жасауға рұқсат бермеді. Бизнес жасайтын болсаң, Қазақстанға барып жасайсың деді. Қазақстанға көшуге сіз итермеледіңіз бе? Жалпы не себепті көшіп келдіңіздер? Негізінде мен итермеледім десем де болады, себебі біз қазақпыз, мен балаларым Қазақстанда оқу керек, Қазақстанның келешегі бар. Қазақстанға бір-екі рет келген кезімде мен киімдерге выбордың көп екенін, көп нәрсеге выбордың көп екенін, Қазақстан дамып жатқанын көргеннен кейін менде қызығушылық пайда болды. Сол себептен осы жерге біз жайлап әрекетімізді жасап, осы жерден үйімізді алып көшіп келе бастадық. Түсінікті. Енді қызық нәрсе, Қазақстанға келдіңіздер 2012 жылы, менің білуімше сіз 2013 жылы ажырастыңыз. Арада бір-ақ жыл өтті. И мен сізден сұраған кезде оның бір фэншуйға да қатысы болды, то есть үлкен қатысы болды деп айтқансыз. Маған енді осы жерді ашу қызық болып тұр оқырмандардың алдында. Қай жерден үй алған едіңіздер, қандай үйге көшіп келдіңіздер, неше үйіңіз болды Алматыда, и сол бір жылдың ішінде не өзгерді сол жылдары? Біз негізі үйді 2009 жылы алып қойдық. Алматыдан келіп кетіп жүрдім дедім ғой. 2009-да алған кезде ең бірінші көп іздедік. Қазақфильмнен іздедік, Жақшы деген микрорайондардан іздедік, Алмагүлден қарадық, Самалдан қарадық. Маған дворы болу керек еді балдар ойнау үшін, және адам кімнен сатып алып жатқаны маған маңызды болатын, себебі ол адамдардың ақшасын алып мен істетем. Мамаңыз үйретті дедіңіз сол нәрсені? Иә, мамам үйреткен негізінде. Кімнен үй алып жатсың, соны сұрастыр деген нәрсені. Сол біздің қазақшылығымызға салынып, мысалы кімнен үй алып жатсың, сен оның ақшасын аласың. Оның ақшасы ол адамның энергиясы. Ол адам жаман болса, жаман жолмен ақшаны тапқан болса, ол энергиясы саған келеді. Менің бір танысым бар, ол кісі алтын касса дейміз ғой, сонда ойнамайды. Себебі сендердің қандай жолмен тапқаныңды білмеймін, маған сендердің ақшаларың керек емес дейді. Сол үшінге мына касса ойнаған кезде де адал адамдармен ойнау керек. Оның қандай жолмен тауып жатқанын білу керек. Ол адамның энергиясы саған келеді.
сол ол өте қызық тақырып, оны келесіде аша жатармыз. Сол себепті маған жақсы адамдардан ақша алу керек болды. Жақсы адамдардан алған ақша ол өсет, ал жаман жолмен ол адамға келген болса сені өшіреді. Біз әрдайым өзіміздің айнамызбен кездесеміз. Сол үшін мен жақсы адамдарды іздей бастадым. Ол кісілер осы еңбек сіңірген адамдар екен, Қазақстанға жақсы үйлерде жақсы, барлық жағдай жақсы болды. Үлкен кісілер екен, барлығы ұнағаннан кейін біз ол үйді алдық, сатып алдық. Ол үй ма или квартира ма? Квартира. Неше бөлмелі болды? 3 бөлмелі үй, самалдан, жақсы жерден. Мықты район. Өте мықты жанында паркі бар, музейдің жанында. Және адамдарда контингенті де жақсы, мысалы бай район деп айтамыз ғой. Алматының байлары тұратын район. Былай қарасаң феншуймен жақсы деп ойлайсың. Бай районда адам байиды деген сияқты. Содан оны алғаннан кейін біз бірден көшіп келген жоқпыз. Біз 2012-де көшіп келген болсақ, бірінші біздің таныстарымыз тұрды ол үйде. Қандай таныстарымыз? Ерлі зайыптылар, жақыннан үйленген біздің достарымыз болатын. Олар сол үйде тұра тұрды. Бас көз болып. Сол уақытта олардың ұрыс-керіс көбейіп кетті. Енді ол кезде біз мән бермейміз, ондайға өздері келісе алмай жатқан шығар, өздері үйленгеннен кейін сондай бір притирка шығар деген сияқты. Ешкім өмірге қызық емес қой. И содан қараған жоқпыз оған. 6 айдан кейін менің ата-анам келіп тұрды ол жерге. Өздерінің үйін ремонт жасап жатты да, осы жерде уақытша тұрды. Олар где-то 1 жылдай тұрды, оларда да ұрыс көбейіп кетті ол үйде. Ол кезде де енді байқамаймыз, біреудің, мысалы, мен ата-анам несіне кіріспеймін, ол кезде жаңадан келін алған, өздері келісе алмай жатқан шығар деп ойладық. Одан кейінгісінде өзіміз көшіп келдік. Бірақ соның барлығы 6 айда 1 жылдың ішінде болып жатыр, оған мән бермейсің, ол кезде феншуй деген нәрсені білмеймін мен. Соң көшіп келгеннен кейін 1 жылға біздің ұрысымыз өте көбейіп кетті жаңағы үйде. Бұрын мысалы Өзбекстанда тұрған кезде де, басқа үйде тұрған кезде де ұрысымыз болатын, бірақ қандай да бір шешім болатын. Ыдыс-аяқ сыңғырламай тұратын үй болмайды ғой. Ал бұл жерде біздің ұрысымыз көбейіп кетті. Ол көп кетіп қалатын, чемоданын алады да кетіп қалады, киімдерін алады. Бұрын ондай әдеті бар ма? Ондай жоқ еді. Сол үйге келгенде шықты? Сол үйде келген кезде ол көбейді. Мысалы 1 кетті, 2 кетті, 3 кетті, 5-ші кеткен кезінде, кетіп бара жатқан кезінде, енді кетсең қайтып келмейсің деді. Вот получается, ол жерде энергия, кейін мен феншуймен іздестіріп қарасам, әйел еркек болып кетеді екен. Еркек әйел болып кететін энергия. И біздің бүкіл подъездімізде ешқандай да күйеуі жоқ әйелдер тұрады. Ешқайсында отношения жоқ. Көршілердің барлығы жалғыз басты, типа мықты әйелдер. Барлығы сөйлеп қалған, барлығы менікі дұрыс деп қалған әйелдер. Оған да мән бермейсің. Кейін біздің бір көршіміз айтады, сендер мына кісілердің неге көшкенін білесіңдер ма деп. Жоқ, білмейміз, жақсы адамдар екен деп сөйттік. Сол кезде айтты, оның қызы оң жақта отырып аяғы ауыр болып қалды, содан көршілерден үй алып бұл жерден көшіп кетті деді. Сонда оның күйеуі бар жаңағы кісінің, бірақ қызының тұрмысы болмай жатыр. И сондықтан мен оған тоже мән бермедім. Неге өйтті екен дедім да, қоя салдым. Енді әркімнің өмірі, Қазақстанда это норма деп есептедім. Біздің Өзбекстанда это не норма, бірақ Қазақстанда норма болып есептелді. И оған мән берген жоқпын. Сөйтіп жүрген кезінде мен 1 жылдың ішінде біз үшті-күйлі көңіліміз қалып, ұрсып, қырылып, ажырасатын күйге жеттік. Не үшін ұрсатын едіңіздер сонда? Енді ұрыс жай жерден шығады ғой негізінде. Компромиске келмейсің, менікі дұрыс дейсің, сен басқарғың келеді. Наоборот, менің бизнесім жүріп кетті, оның жұмысы түсіп қалды. Сонда энергия ауысты. Бұл жерде сонда әйелдердің эгосын көтеретін, әйелдерге күш беретін энергия бар да, еркектерді төмендететін энергия бар. Сондай кезде әйел үйде жұмыс істейді, әйел үйдің асыраушысы болады, ал еркек никчемный болып қалады. Сіз Алматыға келгенде қандай бизнеспен айналыстыңыз сонда? Менде ешқандай бизнес жоқ болатын, бірақ сол үйге келгенде менде ішімде бір күш пайда болды. Бизнеспен айналысқым келіп, ізденіп, постоянно крышада отыратын едім. Жаңағыдай осы кухня ашқым келетін, жаңа общепит деп айтамыз, сондай ашқым келетін. Сөйтіп қоймай жүріп, мен күйеуіме аштырдым. Екеуміздің енді ортақ ашамыз, сол кезде аштырдым. Бірақ общепиттан менде ондай пайда бола қойған жоқ. Кәдімгі классикалық бизнес қой, онда көптеген стартаперлер, мысалы 90% жабылып кетеді 6 айдың ішінде. Бірақ біздер енді на плаву қалдықтағын сол жерде өзімнің тіршілігімді жасап жүрдім. Сол уақытта 1 жылдың ішінде ажырастым. Мен күйеуім
уже маған ақша бермейді, иә, ажырасқаннан кейін, көзден кеткеннен кейін жүректен де кетеді ғой, ақша бермейді, мен өзімді өзім бағуым керек, мен тек қана сол общепиттің арқасында өзімді баға бастадым. Жағдайым төмендеді десем де болады. Бірінші кезде енді күйеуім екеуміз ажырасқан кезде маған 2 бизнес қалды. Вот осы жері қызық, өйткені бәрі айтатын, иә, жаңа шындығы, иә, күйеуі бай болған, оның жағдайын жасап берген деген сияқты сөзді мен көп естідім. Тіпті мен жаңағы общепитті жабатын кезімде 3,5 жылдан кейін біз жаптық, оны енді болмағаннан кейін. Сол кезде соның маған арендаға беретін хозяйкасының өзі айтты маған: сен күйеуің жасап берді саған осы нәрсені, сен өзің ешкім емессің деген сияқты әңгіме айтты маған. Соның барлығы енді оған үйреніп қалған. Менде 2 бизнес қалды. Біреуі грузоперевозки болатын, логистика саласы, екінші общепит. Одан кейін Алмагүлде бір үй қалды, $70,000, Самалда $150,000 бір үй қалды. Өздеріңіз тұрған который? Иә, Ташкенттен бір жер үй қалды, $150,000. Және біз где-то $300,000 екіге бөліп алдық. $150,000. Енді бірталай дүние қалды маған күйеуімнен. Машина қалды. Машина қалды, иә, алтын қалды деген сияқты да. Енді барлығы шынымен қалдырып кетті. Қалдырып кетті, иә. Екеуміз теңдей бөліп алдық. Сонда біздің енді дүниеміз өте жоғары болды ғой. Бірақ сол дүниені мен осы үйде жоғалттым. Менде біреуден, енді күйеуімнен қалған, иә, өзіміздің ортақ мүлкіміз деп айтайын, енді ол. Өте үлкен мүлк қалған. Иә, өте үлкен мүлк қалды, бірақ соның барлығы мен одан кейін Мегадан бутик аштым, ол жерден алдандым. Ресейге овощ тасыдық, одан ұтылдым. Бірақ на плаву қалам. Байымаймын да, кедейсімеймін да, бірақ сол нәрселер қалды. Сөйтіп жүрген кезде былай қарасам, менде Алмагүлдегі үй мен Самалдағы үй қалды қолымда. И бизнестердің барлығы өліп жатыр. Дұрыс болмай жатыр. Өзімше бизнесменмін бірақ. Сөйтіп жүрген кезімде не істерін білмедім да, мен ойладым, баста айтқан едім негізінде, помещениені сатып алайық, арендаға алмайық деп айтқан болатынмын. Сол жерде сен енді плюсте болсаң да, минусте болсаң да, сол жерде бір жерде точкада тұрып жаңағы өсесің деген сияқты менде ұғым болатын. Бірақ ол бірінші жасап көр, сен осы бизнес жасап көр, жақсы болса осы помещениені сатып аламыз деп айтқан болатын. Сондағысы оның өзінің де планы болған екен, өзі де ажырасқысы келіп, өзінің жаңағы мына жақта үңгірін жасап жатқан екен. Ол өзіне тоже ұялып қойған бөлек, өзі сдавать еткен деген сияқты сондай бір жасырын тірліктері де болған. Екеуміз бір-бірімізден ақша жасырып бастағанбыз ғой уже. Соның барлығы, мен айтайын, 2013-те маған сол нәрсенің барлығы қалған болса, 2015-те менде тек қана 2 үй қалды. Самалдағы үйім мен төбемде үйім бар, Алмагүлде үйім қалды. Сосын мен ойланып, барлық бизнесті жауып, мен бір помещение алайын. Болмаса бұл ақшаның барлығын құртып алам деген сияқты ой болды. Уже, кетіп бара жатым. Сосын бір уақытта түбі көрінбейді. Не дейді, бір бәле келсе жетеу болып келеді дейді ғой, сондай болып төменге кетіп бара жатым. Отношениені айтпақ қойсам да болады, ол жақта вообще минус болып жатыр. И сөйтіп жүрген кезде отношение құру ойда жоқ. Мына жердегі анау сақтап қалам деп байлығыңды күресіп жатырсың. Сөйтіп жүрген кезде маған сондай идея келеді, мен помещение іздей бастаймын. Сол помещениені тауып, Алмагүлдегі үйді сатып, соны первоначально взносын беріп, сол помещениені алам, бірақ $100,000 мен қарыз болам. Келесі жылы берем деп келсем оған. Бірақ үйімді залогқа қоям ол кісіге. Гарант ретінде. Келесі жыл болады, менде ешқандай да бизнесімде ол $100,000 жиналмайды. Одан кейін не істерін білмеймін. Кредит алуым керек. Кредит алып, ол кісінің ақшасын берем. Енді кредит қыса бастады. Айына ол кезде 600,000 төлеймін, ол кезде қазіргі енді немен где-то 2 миллион шығар, иә. Қысып бара жатыр, кредитті төлей алмайтын жағдайға жеттім. Себебі фокусымның барлығы отношение кетіп қалды. Отношение қай кезде ол? Отношение деген сіздің хан ұлыңыз, 3-ші ұлыңыз, иә? Соның папасымен басталды ма сол кезде? Енді біз не істейміз? Біздің өмірде бақытты болу үшін біздің ақшамыз болу керек және отношениеміз болу керек. Базовый потребностьтарымыз солай болып есептенеді. Біз сол нәрселер бар болса, өзіміз бақыттымыз деп ойлаймыз. Біз мына өмірге берейін, бір нәрсе қалдырайын, кітап қалдырайын, бір ұрпаққа бір нәрсе қалдырайын деп ойламаймыз. Оны ойлайтын адам некен саяқ негізінде. И сол моментте мен жаңа феншуй жаман үйде тұрмын. Ол жерде ешкімде отношение болмайды, болмағанда. Бірақ мен отношениеде болған адам емеспін, и социумның қалауда отношениеге күйеуі бар әйел емес па? Сондықтан мен ол жерде отношениеге тарта бастаймын барлық энергиямды. Отношение болу керек деген сияқты, бірақ ол үйде болмайды.
мен оны білмеймін. Мен отношенияда болуым керек, тұрмысқа шығуым керек, бүйтіп ұзақ жүрмеуім керек деген ой болады. Иә, ажырасқаннан кейін мысалы біреулер 1 жылдан кейін тұрмысқа шығып кетеді, біреулер 6 айдан кейін тұрмысқа шығып кетеді. Өйткені ажырасқан әйелді қоғамда как будто что-то с тобой не так деп қарайды, тем более ол кездерде. Оның қазір ғой үстіне мен қатты ұялатын едім, егер мысалы әлі де ұяламын, кафеге шығуға, ресторанға шығуға мен ұяламын. Себебі қай жерге барсам да тек қана қыздар отырады. Білмеймін, или мен солай көрем ба, айналамыздың барлығында қыздар отырады, ер кісілер аз, как будто еркекке охотаға шыққан сияқты менде сезім пайда болады. Сол үшін мен ондай жерге шыға бермеймін. Шынымен де ажырасқан әйелдер қоғамда өте көбейіп кетті. Ажырасқан әйел бар, және әлі ажыраспаған, тұрмысқа шықпаған қыздар бар. Оның барлығын қосқанда кәдімгідей ол жаңағы процентаж көбейіп кетті. Сол үшін жан-жағымызға қарасақ, тек қана әйелдер, өзін өзі баққан әйелдер, өзі ақша тапқан әйелдер, және өзін өзі қуантып жүрген әйелдер. Жалпы айтқан кезде. И сөйтіп жүрген кезде мен отношения құрамын деп күресемін. Бірақ ол үйдің феншуй, отношения әкелетін феншуйлы үй емес. Бірақ оны мен білмеймін. Бірақ ақша сәл болса да бар бизнестерімде. Сөйтіп жүрген кезінде енді мен кредитті төлеуге қиналамын, себебі бала туылады, үйді ремонт жасаймын, баланың заттарын. Қай жылдар ол, тұра тұрыңыз? 2018 жылдар. Получается, 2013-те ажырастыңыз, 2018-де 5 жыл отношения болды ма, или қалай? 2013-те ажырасқан болсам, менде 2017-де отношения болды, басталды. 2013-те онымен отношения болды, бірақ 1 жылдан кейін тоқтады. Ол үйленіп кетті ғой. Одан кейін араға 2 жыл салып, ол қайта келді. Подкармливать етіп жүрді. Осы бір отношения созылып жүрді осылай. Енді фокусың барлығын алып, энергияң барлығын алып, қайғырып жатасың, тұрасың деген сияқты, сондай бір ол кезде өзіңді басқара алмайсың ғой, сезімге көп берілесің. Сондай жағдайлар болды, и жұмыстан да уже түсу болып жатыр. Тек қана түсу. Алға қашан ертең жақсы болады деген сияқты күнмен жүресің, бірақ жақсы болып жатқан еш нәрсе жоқ. Былай қарасаң 10 жылың өтіп кеткен, былай қарасаң 20 жылың өтіп кеткен, еш нәрсе өзгермеген, сен солсың. Пока адам өзі өзгермей, үйін өзгертпей, күйі өзгермейді деген түсінікке келдім. Сізде сол уақытта 5 жыл өтіп кетті, 2018-де. Уже балаңыз бар. Вот сол моментке біз келдік. Сол кезде мен нумерологқа келем. 20 күндік дедіңіз, или 40 күндік дедіңіз? 20 күндік баламен обучение іздеп шыққан кезіңіз ғой бұл. Себебі мен отношения болған жоқ менде. Қарасам, ақшам барлығы түсіп бара жатыр. Не ақша жоқ, не отношения жоқ. Уже тырмысып ізденуге тура келді. Уже аш қалып баратсың уже. Конечно, уже отношениеден страдать ете алмайсың. Вот екеуі біреуін тастау керек та, жаңағы воздушный шар ұшу үшін бір ауырлық тастау керексің ғой. Сол кезде мен отношениеден бас кешемін дағыны, мен уже фокуста мына ақшамды спасать етуге, себебі менің 3 баланың алдында жауапкершілігім бар еді. Ол мен қалаған сумманы балаға қарау, осы 3 баланы бағуға ол кісі жауапкершілік алған жоқ. Ол мысалы сізге финансово көмектесті ма? Ол отношения болған кісі көмектескен жоқ. Сондықтан да уже салыстырып қарайсың дағыны, ауырлық тастау керек. Ол сен ойлағандай болмай жатыр ол отношения. Демек, хотя бы мына фокусты ақшаға ұстап қалайын деген сияқты нәрсе болды. Түсінікті. Маған енді жаңа айттыңыз, мен Россияға барып оқыдым дедіңіз, сол кезде сол обучениеде нені түсіндіңіз? Мысалы, көп бүйтіп енді барлығын жаңа бүйтіп саралап отырсыз ғой, осылай болған екен, оказывается мынандай болған екен деген сияқты. Енді сол кішкене фэншуй тілінде айтып берсеңіз бізге. Бардыңыз. Ең бірінші мен себептің барлығын жаңағы астрологиядан іздедім. Мен тағдырыма осындай болған шығар, мен тағдырыма осылай жазылған шығар, Құдайдың маңдайыма жазған шығар, қалай бұдан шығам деген сияқты мен астрологтардан іздедім. Содан өзім астролог болып шықтым. Бадзе эксперті болып шықтыңыз. Ол Бадзе бізде Қытай астрологиясы. Астролог болып шықтым, сол жерден өзімнің жауаптарымды алдым. Ол да әдемі әкеледі, барлығын айтады, бірақ жауапкершілік сенде қалады. Сен қай жол таңдайсың, шешім қандай, сенде екенін белгілі. Сөйтіп жүрген кезде мен 2020 жылы карантинде кезде маған феншуйс әйел келеді. Мен соны кездестіремін. Феншуйға бару ойым жоқ. Мен әлі бадзе жасап жүрмін, әлі отношениям сағыз сияқты созылып жатыр, финансовый жағдайым әлі өзгере қойған жоқ. Сол кезде мен феншуйс әйелді кездестіремін. Неге десең, мен уже отношениеден отказ бердім, фокус ақшаға қойған кезде сенің әлеміңе уже ақша жағынан көмек беретін адамдар келе бастайды.
менің фокусым ақшаға кеткен кезде таңдадыңыз ғой. иә феншуй келеді. Сол әйел мен үй феншуйын жасаған кезде барлығы анық точно айтып береді. Ой, не болып жатқаны, бұл үйде соттасу болғаны. Мысалы, соттасу дегенде мен біреумен соттасқан жоқпын, бірақ қызық, мен не коммунальныйымды төлей алмай қалам, сотқа жібереді. Ақша жоқ қой. Мен ақшаның бәрін оқуға салып жатырмын. Маған оқу маңызды болып жатыр, себебі ана күйден шыққым келіп жатыр, күйім ұнамайды маған. Жаңағы помещениемнің 2010 жылы мен 2016 сатып алдым ғой, 2010 жылы олар алдына мынандай терраса салған ағаштан, не сияқты қылып, веранда сияқты қылып. Оның ешқандай проблемасы жоқ. Бірақ сол жерде Бауыржан Байбек жаңағы перестройка жасады ғой, қаланы нелер жасаған кезде, біздікінен ілік тауып, мені соттап, сол жерді қате салғасын сен деп мені сотқа береді, мен штрафқа түсемін. Саған қалай, иә? Болмаса оны мені соқпағам, мен оны солай күйінде сатып алғам. Соған дейін тыныш жатты еще, ол 2010-нан бері, иә? Иә, ондан бері жатты, маған қалай өтті, менің иелігіме қалай өтті, содан бастап ода проблема басталды. Тағы сондай бір нәрселер, соттан қағаздар келеді, налогын төлемедің деген сияқты, шотым жабылып қалады өзінен өзі деген сияқты. Сондай нәрселер болды. Сосын мен машинамды ломбардқа қоям. Егер оны төлей алмасам, тоже сотқа кетем. Сондай бір күрес басталды. Сосын әйелдермен көп ұрсам. Неге десең, көршімен ұрысқау мүмкін, тағы көшедегі бір әйелмен ұрысқау мүмкін. Я болмаса жаңағы әшейін жаңағы женаты еркек тартқан жоқ, оның әйелімен ұрсам. Ана жерде 2-7 деген сан бар өзі. Оның өзінің формулировкасы бар, 2-7-нің. Есіктің алдына 2-7 болған кезде ол үйде өрт болуы мүмкін. Я болмаса әйелдермен постоянно ұрсасын, немесе ауру ауыз, аузыңнан жаман сөз шығады, ауру сөз шығады, сосын сен сол проблемаға қаласың. Сосын соттасу деген сияқты нәрселердің барлығы тура келді сол жерге. И ол маған айтады, ол бір жаңағы мынандай бір сіздерде бір аппарат бар, бір какой-то бар, ол компас, лапань деп айтамыз. Сонымен ол сізге мына жерде 7-7 болды деп сізге айтып берді ғой? Жоқ, ол келген жоқ карантинде. Ол мен оған суретін жібердім, есік қайда қарап тұрғанын айттым, қанша подъезд бар екенін айттым, менің есігім югқа қарап тұрғанын айттым, үйдің несін жібердім, үйдің проектін жібердім, ол соған қарап айтты. Мен оған дейін бір спальнем болатын өзім, сол спальнияда, сол 2012-де келген болсам, 2018-ге шейін сол спальнияда балалармен сол жерде болатын едім. Баланы туатын кезімде менде анау синдром гнездования дейді ғой. Мен үйді өзгерткім келіп, бала келуіне дайындағым келіп, сондай не болды, состояние болды да, мен спальнемді басқа комнатаға көшірем. Содан бастап менің өмірімде өзгеріс басталады. Сөйтсем, бұрынғы жатқан спальнем жаман екен. Маған жақсы ойлар келмеген, мысалы, осы болып жатқан нәрсенің барлығы сол жерде болатын, сол спальнемді қайғыратыным көп. Мына спальняға келгеннен кейін менде ақша пайда бола бастады. Сосын маған феншуйист айтты, бір үлкен тас талдағыны кроваттың астына қойып қой, ол саған күш береді деді. Сол тасты әкеліп қойып қойдым, көшеден әкелдім дағыны. И полезное божество деген түсінік бар, соған басымды қаратып, уже маған дұрыс түсініктер келе бастады. Бұл отношенияның керек емес екені, мына долговая ямадан қалай шығу керек екені, мына кредитті жабу үшін не істеуім керек екені, сондай бір ойлар келе бастады, идеялар. Содан мен үйді сатып, на кредитті жабайын. Үйді сатуға сонда жаңағы кісінің несі әсер етті ме? Әсер етті. Себебі феншуй дұрыс емес дегені. Иә. Енді дұрыс емес болса, ол жерде тұра бергеннен не пайда? Онда бұл үйде келіп мен, қазақта да бар ғой, мысалы, өздері феншуйды білмесе де, мына үй берекелі болды, мына үй берекесіз болды, мына үйде еш көзім ашылмады деп айтады ғой. Орын ауыстыр деп айтады ғой. Қатты бір проблемаларға шөміліп кетсе. Еще біреулер бөпелі бола алмаса, ауа алмастыр деп айтады. Басқа жаққа кет деген сияқты. Оның барлығы работает. Неге десеңіз, біз Қытаймен көріш тұрамыз. Мына ұлы жібек жолымен бізге Қытайдың көп деген несі келген. Ырымдары, істейтін салт дәстүрлері де келген. Бірақ енді біз оны мойындағымыз келмейді. Бірақ әрбір жерде сол нәрселер, ырымдар мен тыйымдар бекерге шықпаған. Ол феншуйдың элементтері. Феншуйде мынандай жасама, мынандай болмау керек деген сияқтылар айтылады ғой. Мысалы, кеше ғана бір кісімен сөйлестім. Ол кісі риэлтор. Сонда айтады, өзі намаз оқиды екен. Бірақ екеуміз әңгіме айтып отырған кезде, ой, мына жерін маған инвестиция жасауға бір помещениені айтты. Мен оны жасамаймын, себебі ол жердің феншуйі жаман. Сендер обещанный нәрсені жасай алмайсыңдар дедім.
ойланып қалды. Менде алдын бір клиент болған еді деді. Ол кісімен мен бір жерге алып бардым, 300 миллионның үйіне алып бардым, сатып алуға дайын болып тұрды. Барып ішін көрейік деді. Көрген кезде туалет, ваннасы үйдің ортасында тұр екен деді. Содан кейін 3-ті күйлі алмаймын деп бас тартып алмай кетті деді. Шынымен бұл жұмыс жасай ма деді. Иә, жұмыс жасайды дедім. Себебі ортада тұрған туалет, ванна, ол үйінде дырка бар, воронка сияқты. Дырка бар, сен барлық жиған терген тұрақсыз, барлық ағып кете береді деген түсінікке ие. Бүкіл энергия, береке бәрі сонымен ағып кетеді. Ағып кетеді. Сол сияқты мына ырымдар мен тыйымдар, мына сыпырғыны бүйтіп қойма, өйтпе деген барлығы феншуйдың элементтері. Түсінікті. Сонымен сіз уже фэншуйді қолданып бастадыңыз, үйді саттыңыз, иә? Үйді сол спальнемнің орнын өзгерткеннен кейін менде өзгерістер басталды. Тұрып қалған бағана шеше алмай жүрген, не психологпен, не нумерологпен шеше алмай жүрген проблемаларым басқа выходтар шыға бастады. Басқашалай ойлай бастадым. Мен ол кезде оны білмеймін, бірақ мен сондай шешімдер қабылдай бастадым. Менде бір ішкі күш пайда болды, өзіме сенім пайда болды. Жоқ, бұл нәрсені қояйын, мына нәрсені шешейін, мына нәрсені жабайын, жертва состояниесінен шығайын, Стамбулға барайын, балаларымды алып кетейін, көшіп кетейін деген сияқты нәрселер болды. Содан үйімді сатып, бірінші неге кредитімді жауып, сосын магазинді өзім емес арендаторларға беріп, есептеп көрдім. Арендаға берсем осынша ақша түседі, иә, аздау түседі, бірақ мен оны өзім істеткеннен мынанша түсіп жатыр, сондағысы миллионды мен налогқа төлеймін, айлыққа беремін, одан ешқандай пайда жоқ екенін түсіндім дағы арендаға беріп тастадым. Сол арендаға берем деген сияқты ойлар келді. Сол аренданың ақшасына өмір сүре тұрам деген сияқты. Соған басқа феншуй мен квартира таңдап алам деген сияқты ойлар келе бастады. Содан бадзымен жүріп, мен феншуймен үй алатын болғаннан кейін феншуй оқуым керек еді. Енді мен үйімді саттым. Арендаға үйге тұру үшін де мен феншуй жақсы үй алуым керекпін. Ол үшін мен феншуйистқа обращаться етуім керекпін. Феншуйист маған айтты, $100 болады, бір 3-4 үйді көремін, соның ішінде жақсы болса алып берем деді. Бірақ мен өзімшіл адам емеспін бе? Мен өзім білуім керекпін, өзім көруім керекпін. Тем более өзіңізге қызық болып тұр. Иә, өзіме қызық болып тұр. Өзім көзім жеткізіп тұрмын. Содан оның сабағын оқығым келеді. Интернеттен іздеймін, онлайн курстар бар, онлайн сабақтар бар. Соның барлығын іздеп жатқан кезде бір 6 айлық онлайн курс болды, және бір 6 күндік офлайн курс болды. Мен офлайн курсты таңдап Ресейге баруға шешім қабылдаймын. Себебі соны біліп келгеннен кейін барып мен үй алам деген менде установка тұр. Өйткені әптен күйдіңіз ғой, күйдім. Мен рисковать еткім келмеді, тағы да қайғырғым келген жоқ. Мен ақша кетсе кетсін, бірақ мен наны шешуім керекпін. Ол үшін мен феншуймен үй алып көрейінші, осы байлардың барлығы қолданады. Неге мен одан үй алуым керекпін? Ешкім білмесе білмесін, ешкім істетпесе ол нәрсені істетпей ақ қойсын, мен бірақ істетем деген сияқты түсінікке келдім дағы. Соны феншуй оқуға бардым. Феншуй оқуға барған кезде менің шогым шок болды. Прям мен ана жерде айта алмаймын, ананың бәрін көріп отырған кезде өзім үйімді сызып алғам, әке-шешем үйін сызып алғамын, қарасам барлығы дұрыс келіп жатыр. Не үшін ондай болған бәрі мына көз алдымнан өтіп жатыр. Мен кәдімгідей сол жерден как будто я нашла ответы деген состояние болды ғой. Я все нашла там, ответтің барлығын таптым. Содан сол жерден тұрып болды, мен кеттім деп кеткім келіп жатыр. Ана жерден шыдамай бара жатырмын. Тезірек барып, мына лапайны сатып алып, тезірек барып өлшеп, соның бәрін өзгерткім келіп жатыр. Сондай күш пайда болды. Сөйтіп отырған кезімде мен негізінде ақшам жеткені, ол жерде 4 бөлімі бар. Бірінші летящие звезды, ұшар жұлдыздар өтіледі. Ертесіне переделка өтіледі. Егер сен үйің феншуй жаман болса, оны қалай ремонттан алдын переделать ету керек, или есігін өзгертіп қай жерге қою керек деген сияқты переделка деген сабақ өтеді. Одан үшінші күні үшінші бөлімі 2 күннен өтуі мүмкін. Феншуй мен офис және квартира таңдау, үй таңдау деген сияқты сабақ өтіледі. 4-ші феншуймен үй салу деген деңгейі бар. Бірақ мен, оның барлығына 2 миллиондай ақша кететін. Өзім и так жүріп тұрғаныма, самолетіме сол жерде көп ақша кетті. Мен бірінші ғана бөлімін аламын ғой феншуймен деген. Ұшар жұлдыздар деген, не? Ұшар жұлдыздар деген алам. И мен оның бәрін түсініп боламдағыны сол енді қайтуым керек. Сол күні кешке мен қайтамын деп, оларда 3 аэропорт бар екен ғой, біздікінде бір аэропорт. Түсінем, Балиға Сонда Домодедово деп ойлаймын. Сөйтіп Домодедовоға барсам, менде самолет Шереметьевода екен. Екеуін қалып қоям ғой сол жерде. Ол да бір тағдырдың белгісі шығар деймін дағы. Сосын қайтадан барып, переделка бөлімін өткен кезде мен көзім тағы да ашылады.
мен мынаның себебін біліп қана қоймай, мен өзгерте алады екенмін ғой деген маған сенім пайда болады. Мысалы, да, мен келдім, үйің жаман дедім клиентке, үйің дұрыс емес, кроватың бүйтіп қой, сөйтіп қой дедім да, бірақ ол айтып жатыр, мен бұл үйден кеткім келмейді, мен осы үйді маған ремонттап бер. Или мысалы өзінің үйі болса сатып алған, например, иә? Иә, өзінің үйі. Ол аяқ астынан новый үй алып кете алмайды ғой? Иә, мысалы айту мүмкін, мына жерде балалардың мектебі бар, менің жұмысыма ыңғайлы, маған район ұнайды, мен бұл жерден кетпеймін десе, онда біз ремонт жасаймыз, переделка жасаймыз ол үйдің фэн-шуйын. Иә, келетіні бар, келмейтіні бар деген сияқты, иә. И оған сөйтіп қуандым мен. Мен екінші сабақты өттім ғой деген сияқты қуаныш болды. Сосын келгеннен кейін 50 000 теңгеге арзан қып өзімнің услугамды предлагать ете бастадым адамдарға. Фэн-шуй ма? Фэн-шуймен. Мен неше түрлі тағдыр көрдім. Мен әр үйге барған кезде мына денем тітіркеніп қайтып келетін. Үйдің энергиясы қалай жұмыс жасайды? Үйдің энергиясы қалай жұмыс жасайды? Мына үйдің кірген кезде күйі қандай? Адамдардың күйі қандай? Мына уже байлығы жоқ үйдің ескі екенін біліп тұрасың есігінен кіргеннен бастап. Соның барлығы ақырында мен уже көп ондай жерге бармайтын болдым. Себебі адамдарға айтсаң, міне сен осындай өзгертуің керексің, байығың келсе деген сияқты өзінің күйінде отыра береді. Енді өзгертуге ақшалары жоқ олардың, иә. Содан кейін барып мен өздерің оқып алыңдаршы, әркім өзінің үйін өзі өзгертсін, өзіне жетіп барсын сол нәрсе деген сияқты түсінікке келдім да, қазір мен тек қана обучение өткіземін. Маған қазір қызық болып тұрғаны, сіз келгеннен кейін өзгерткім келді дедіңіз ғой, бәрін өзгертіп тастағым келді, әке-шешемнің үйін өзім деген. Сол не істедіңіз сол кезде? Қандай әрекеттер жасадыңыз Москвадан келгеннен кейін, оқудан келгеннен кейін? Оқудан келгеннен кейін мен лапайымды көтеріп алдымдағыны арендаға үй іздедім. Көбісі лапаймен барып, біреудің мнениесінен ұялады. Мысалы, арендаға беріп жатқан адам мен туралы не ойлайды деп ойлайды. Не ойласа ойласын, маған жақсы болса болды. Адамдар еш нәрсе де ойламайды екен. Олар нормально қабылдайды. Оларға да үйін өткізу керек. Олар да білгісі келеді екен бұл үйдің қандай екен. Соны лапаймен барып өзіме жақсы бір квартира алдым. Ол кездегі бір 40-50% жақсы деп айтайыншы, енді есеппен болатын болса. Сонда үйге барған кезде мен блогымды 2018 жылы ашқан болсам, ол блогымда мен тамақ пісіргенді көрсететін едім. Анау мынауды сатуға қоятын едім. Басында сөйтіп бастадық қой бәріміз. Тамақ пісіріп салып. Мандаланы сататын едім 1000 теңгеден, нумерологиялық услугамды сататын едім, бірақ ондай көп сатып алмайтын. Мен жыным шығатын, мыналардың бәрі көз бақырайып жай қарап отыр, неге сатып алмайды деп мен жыным шығатын. Не подписчигім көбейген жоқ, не лайкым көбейген жоқ. Бірақ 2021 жылы мен фэн-шуймен үй алған кезде менің подписчигім көбейді, менің клиентім көбейді. Мен жаңа үйге барған кезде айына 1,5 миллион қосымша табыс бастайды. Өзінен өзі ақша келе бастады. 1,5 миллион, 3 миллион мен ондайды көрмегем. Бұлай ақша келеді, 3 миллион деген біз үшін адай, оны табу үшін мысалы айлықтағы жұмыс жасап жатқан бизнестегі сол кездегі, енді менде қарапайым бизнес қой, жұмыс жасап жатқан адам үшін ол 3 миллион деген мынандай ақша, аспаннан түсе салған ақша болды да. Мен шок болдым, мен наличкаға өзіме планшет сатып алдым, наличкаға жаңағыдай планшеттің ручкасын сатып алдым, себебі адамдарға сабақ түсіндіріп бастадым, мен сызып жазып, балаларым қуанып бастады, өзім еркін бола бастадым. Енді ақша келіп жатыр, кәдімгідей ағып келе бастады. Маған шын, сіздерге өтірік шығар, мен таңғала бастадым. Кейін енді келесіде тағы бір үйге өттім, тағы бір уровень бар, фэн-шуйдың эрчай деген. Ол жерде енді ақша одан да көп келеді. Ол кезде біз мына периодтарға бөлеміз, 20 жылдықтарға. Өзі осы 20 жылдықта ақша келетін жұлдыз бар. Ол осы периодтың жұлдызы 9 жұлдызы. Біз 9 жұлдызын істетуіміз керекпіз. И мен соны білгім келеді, сол сабақты оқуға барам. 6 айдан кейін барам. Мысалы мен октябрьде оқуға барған болсам, сентябрьдің соңы октябрьде оқыған болсам, мен февральда ана жаққа Ресейге спокойно барам, уже бай күйде барам. Жаңа $3000 сабақты сатып алам уже. Сөйтіп барып, оны оқып келгеннен кейін мен басқа квартираға өтем. Эрджаймен оны қарайым, барлығын күштілеп қоям. Лифттің әсеріне шейін барлығы жақсы жұлдызда болу керек. Лифт та жақсы жұлдызда болса, саған ақша алып келеді. Қойған кезде менің ақшам одан да көбейеді. Маған бай клиенттер келе бастайды. Мен фэн-шуймен үй сала бастаймын. 2 миллион услугам, бірақ адамдар ала бастайды. Мен фэн-шуймен үй салам. Сөйтіп Стамбулға өмір сүргім келеді, Стамбулға барғым келеді. Мен бір аптада $5000 жасаймын.
ол 2 миллион, иә, мысалы, иә. Кейде бір күнде 2 миллион жасаған кезім болды, бір күнде 3 миллион жасаған кезім болды, мысалы. Оны енді жаңа ақша өспесе азайып жатқан жоқ, көбейіп жатыр жаңағыдай. Біздің халық өте жақсы көреді феншуйды негізінде, бірақ оны дұрыс түсіндіру керек, оны алдаудың қажеті жоқ. Жаңа бақа бірдеңе, без фанатизма, қызыл трусы деп айтып жатады, бақа шаян деп айтып жатады. Мен сізбен танысқанша мен үшін фэншуй деген нәрсе ол бақамен қызыл жіппен ғана ассоциация болатын. Тастар бір, иә. Сізбен танысқан кезде мен кәдімгі көзім ашылды. Өте қызық нәрсе екен деген. Өте қызық нәрсе, сол үшін мен халықты алдағым келмейді. Ондай статуэтка сатқым келмейді. Мен ондай ағаш, жаңағы темір қуыршақтарға табындырғым келмейді ешкімді. Сондықтан феншуйды таза энергиямен алып, таза білім, иә, білім жолмен, осы зерттелген жолмен алып келгім келеді. Таумен, сумен, желмен, қалай қайдан ағады, қандай энергия қай жерде бар, қай жерден байқау керек деген сияқты. Оның барлығын, мысалы, менің 21 қағида деген феншуй сабағым бар. Сол жерде ең бірінші үй алмастан алдын қандай нәрселерге көз жүгірткен дұрыс деген сияқты себептер айтылады. Жаңа бір себебін айттық, үйдің ортасында туалет болмау керек. Менің өзімде де сондай бір клиент болды. Ол клиент 180 миллионға 9-шы этаждан ба, ең жоғары этаждан сондай үй алған болатын. Феншуй мүлдем жаман болды. Бірақ мен енді оны айттым. Дальше тыңдай ма, тыңдамай ма, оны өзі біледі. Маған, осы жерде как раз сол темаға кіріп жатырмыз ғой. Окей, сіздің өміріңізде түсінікті. Мен қазір білем, сіз деген өте мықты районнан өзіңізге 150 квадрат метрліге үй алдыңыз, мысалы Range Rover машинаңыз бар, помещениеңіз бар, оның алдында бір таунхаусыңыз болды, мысалы, да? Подписчигіңіз өсіп жатыр, ақшаңыз өсіп жатыр. То есть мен сіздің қазіргі положениеңізді білем, өте керемет. Маған енді қызығы, окей, это у вас сработало. Маған енді басқа адамдардікі қызық, то есть басқа кейстеріңіз қызық. Мысалы, қандай адамдар келді, фэншуйін дұрыстады, сосын бүйтті деген сияқты, маған сол бір-екі оқиғаны айтып берсеңіз, клиенттеріңіздің мүмкін прям адамдарының қатты бір есінде қалатындай, өзіңіздің қатты бір есіңізде қалған, прям деп таңғалатындай. Негізі көбісінің мынандай бір жалбысы бар, иә, айтады ғой, сені туған туыстарың қолдамайды. Бірақ ең бірінші менің осы мендегі өзгерісті көрген менің өзім туыстарым мен өзім әке-шешем болды. Мысалы, оларды сендіру қиын. Конечно. Олар сенің сырың білет, сенің бұрын кім болғанын білет. Ең бірінші хейтерларың сол кісілер ғой, негізінде сен туралы барлық нәрсені білет, саған сене қоймайды. Баланың сыры ата-анасына мәлім деген сияқты. Сол кісілер сеніп бастады. Мен үшін ең бірінші нәтиже, менің нәтижемді көріп, өздерінде сондай қалау пайда болғаны. Інім, келінім екеуі феншуймен үй салды. Тәте маған осындай проектін сызып беріңізші деген сияқты. Мен оларға айттым, 8-ші периодтың үйіне үлгеруіміз керек біз. 8-ші период 2023-тің соңында бітті. 2024-тің ақпан айында кіріп келді. 24-ші жыл. Басқа энергия келді, сондықтан бізге 8-ші периодтың үйімен сақтап қалу керек еді. Үйдің туылған моменті, біз үйге кіріп, сол жерде жасай бастағанымыз, эксплуатацияға берілген сәті, ол оның туылған күні болып есептелінеді. Сол үшін 2023-ке дейін біз үй салып бітіруіміз керек еді. Сосын інім салды, оның жағдайы жақсы, бұрынғыдан өте жақсы, өсіп жатыр, өніп жатыр жан-жақты. Одан кейінгісі өзімнің әке-шешем болды. Мен мамам прям сенің хейтеріңда, сенің фанатыңда ата-анаң болу керек қой негізінде. Ішкі барды бар, жоқты жоқ деп айтады. Иә. И ол кісілер мен феншуймен үй салам деді. Оларға да күшті феншуй, прям күшті жер табылды. Біз үй салдық. Қазір кезде ол кісілердің де жағдайы жақсы. Ойлағандар болып жатады. Барлық нәрсесінен көңілдері тоқ. Маған сіз бір айтқаныңызда, ініңіз үйді 5 миллион теңгемен бастады, қолында ақша жоқ. Үйті сізден алды дедіңіз бе, иә? Түкте ақша болған жоқ қолында. Олар жердің өзін кредитке алды. 11 миллионға жерді кредитке алды. Одан кейін жағдайымыз жоқ қой, қалай бастаймыз деп отырды. Егер феншуймен бастайтын болсаңдар, мен саған көмек берейін. Феншуймен үйді салып бастаған кезде ол үйдің әсері болады уже. Ақша келеді жан-жақтан өзі. Иә. Сөйтіп 1,5 миллион мен фундаментіне өзім көмегім болсын деп бердім. Сендер бастаңдар. Қалай біз жақсы күнді есептеп, жақсы энергиямен бастаймыз, саған өзі ақша келе бастайды дедім. Сол жерден 1,5 миллионмен менің ақшаммен басталған үй қазіргі кезде соның 1 жылдың ішінде
үйге кіріп алды. Ну сол кезде 2023-тің жазында бастаған болса или көктемде бастаған болса анық білмеймін, бірақ соның соңына шейін сол үйге кіріп алды. Ол үй бітті, 70 миллионның үйі бітті. Ақша білмеймін қайдан келгенін оларға келе бастады. Әкеңіздің бір привычкалары кетті дедіңіз, оған да әсер ете ма фэншуй? Мысалы біздер бұрынғы үйде тұрған кезде ол үйдің мысалы әртүрлі проблемалар болды. Ол жерде де енді папам ішетін, інімде проблемалар болды, оны енді жақындарымыз біледі, сол нәрселерден мен мамам шаршады. Осы мен де үйдің есігін көрдім, жақсы емес жұлдыздар бар екен, мамам көп ауырды женскиймен. Именно сол жататын жерінде сондай нәрселер болды. Одан кейін ол үйге ақша келетін, бірақ проблема көп болды. Сонда біз папамның спальнийінде өзгерттік. Папам жатқан спальнийінде өзінің гуасына қарама-қарсы сандар бар. И ол 3 рет алынады. Мысалы, перекресткадан алынады, үйдің воротасы сол жерге түскен екен. Сонда еркекке өзінің гуасы 6 болса, бізге ақша келетін 9 бар, бірақ 9 жұлдызы бізде 30 жұлдыз болғаннан кейін 6 жұлдызын ертеді. Сонда еркек дұрыс шешім қабылдамайды. Ішкен адам не шешім дұрыс қабылдады? Сол нәрселер болғаннан кейін біз ол кісілердің комнатасын өзгерттік. Сосын мамама ақша келе бастады. Мамам ақшаны жинап, фэншуймен үй салайық дедік. Біз өзгерісін өзімізде көрдік. Қазір фэншуймен үй салынған, олар фэншуйлы үйде тұрады. Одан кейін басқа да менің клиенттерім болды. Бір клиентімнің енді проблемасы көп болды. Себебі күйеуі азарт ойнап, барлық мал мүлкін шашып тастаған сол үйге келгеннен кейін. Мен ол үйді сатуға кеңес бердім. Бір жақсы жері ол кісі мені тыңдады. Ракпен ауырған клиентіңіз ба? Иә. Ол әңгімені Анна ханымды айтқаннан кейін қайталағым келмей тұр. Егер адамдарға ол подкаст қызық болатын болса, барып қараса болады. Ол жерде де көптеген дүние айтылған. Иә. Одан кейінгісі менде қазір кезде тағы бір клиентім болды. Олар 9-шы периодпен үй салып жатыр. 8-ші периодқа үлгерген жоқ, бірақ 9-шы периодтың да тоже өзінің жақсы жұлдыздары бар. Сонымен үй салған кезде ол кісілерде фундаментті биыл құйып қоямыз. Біздің жағдайымыз жоқ, келесі жыл саламыз, асықпай деген болатын. Ол кісілерде 1 жылдың ішінде үйін бітіріп алды. Қазір жағдайы жақсы. Даже фэншуймен фундаментті бастасаң, үйді көтеріп бастасаң, ол ақша келе береді. Уже сен байлықты активировать етесің. Сен уже байлық энергиясына подключка жасайсың. Сондықтан менің қызметім қазір кезде қымбат. Онда 2 миллион емес, қазір кезде 5 миллион. Себебі дизайнерлерге де біз 4-5 миллион құртамыз. Жай әсемдік үшін, әдемлік үшін. Неге сен өзіңнің энергияңды ойламайсың? Неге сен өзіңнің күйіңді сақтап қалуды ойламайсың, бай болуды ойламайсың? Деген сияқты мен өзімнің услугамды қазір 5 миллион етіп қойғам. Енді каждый адамда 5 миллион теңге жоқ екені ол анық. Бірақ мысалы мен өзімді айтайын, менің айналамдағы адамдарды айтайық, олар келіп сіздің қазір 5 миллион услугаңызды аламайды, бірақ осы подкасттан кейін олар өзінің фэншуйін тексергісі келеді. Менің фэншуйім қандай екен, үйімдікі. Мен өзім оқып, жаңағы жұлдыздарды есептеп, жаңағы компасын сатып алуға болатын шығар оның. Компасы қазір Қытай сайттарында өте көп. 40-50 мың, 20 мың теңгеге алуға болады. Одан ешқандай проблема жоқ. Одан проблема жоқ. Окей. Енді бұл жерде сіз қайта-қайта айтып жатқан нәрсе бұл жұлдыздар. Үшар жұлдыздар деген жаңа сабағыңызды айтып қалдыңыз. Маған сол қызық болып тұр. Вот мен, например, өзімнің үйімді қазір мысалы арендаға тұрып жатырмын ба? Жұлдызын тексеріп көргім келеді. Қалай маған ол әсер етіп жатыр екен. Бір жағынан келесі үй алған кезде мен уже кәдімгі өзімнің компасымды алып үйді алғым келеді. Өйткені сіздің бір айтып қалғаныңыз бар. Фэншуйдан артық байытатын мен білімді көрген жоқпын. Техниканы көрген жоқпын дедіңіз. Сондықтан бұл маған қызық. Өйткені кез келген адамға баю қызық қой. Біреу қарызда жүрген шығар, біреу кәсібі жүрмей қалған шығар, біреу бір орында тұрып қалған шығар, біреу мүлде бір жұмысқа қарап отқан шығар, бір зарплатаға ғана, бірақ өзінің қиялында бір керемет өмірді сүргісі келеді дегендей. Тем более сіздің аудиторияңыз ол сондай адамдар деп ойлаймын, өйткені сізбен ассоциация всегда әдемі жерлер, әдемі үй, роскошь, позволение, любой нәрсеге өзіңізге рұқсат бере аласыз. Соның бәрі сіздің негізі энергияңыздан, аккаунтыңыздан сезіледі.
Енді получается олар сіз сияқты бай болғысы келеді деген адамдар. Енді біз оларға, мысалы оның ішінде мен де бармын, біз не істей аламыз, жаңағы ұшар жұлдыздарыңызда не бар, или одан да басқа қандай сабақтарыңыз бар, маған соны осы жерде ашып түсіндіріп берсеңіз. Егер мен ашып айтатын болсам, әлемдегі 1% қана адам білетін білім бұл. Сол себепті мен услугаларым арзан деп айта алмаймын. 5 миллион. Услугалардың барлығы қымбат. Мысалы, феншуймен жер таңдап беретін услугам бар, ол миллион тұрады. Мен құр жерді таңдап беремін, бірақ ол 2-3 жылдан кейін мүмкін біреудің шамасы жетсе, мүмкін алып қалар осы подкаст көріп. Переделка 500 мың, феншуймен үй таңдау 500 мың, мен арзан бармаймын. Ол анық. Сондықтан да адамдар өздері әр кез маған ақшасын құртып шақыра бермеу үшін өздері оқып біліп алса өздеріне жақсы. Мен енді чатта или болмаса көмек сұраса, маған шәкірт болып келсе, мен айтам. Осындай істе деген сияқты білмей жатқан жері болса, мен көмектесемін. Сол себепті өздері оқып алса, оларға өздеріне удобно болады. Ұшар жұлдыздар сабағы ол көмек береді, уже жұлдыздардың не екенін біледі, оны қалай орналастыру керек екенін біледі. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 7 жұлдызы болды, 6-9-ға қарсы. Ол ұшар жұлдыздар сабағында. Ол ұшар жұлдыздар сабағында көптеген базовый білімнің бәрін алады. Бірақ базовый білім алғанмен олар переделка жасай алмауы мүмкін. Феншуймен үй сала алмауы мүмкін. Феншуймен офис квартира таңдай алмауы мүмкін. Но квартира таңдауды үйретем. Осыған қара, өйс деген сияқты. Ұшар жұлдызда үйретесіз бе оны? Ұшар жұлдызда үйретем. Негізі ұшар жұлдызда өте көп информация беремін. Себебі мен өзімнің қазақтардың менталитетін шайнап түсіндірген жақсы көремін. Просто алдап бір ұшын ғана беріп қойып, арқасын келесі сабақтан білесің дегенді жақтырмаймын. Алғаннан кейін бір сабақты алып, соны біліп алсын деген сияқты сол түсінікпен көп информация беруге әрекет етемін. Сондықтан жауапкершілікті өзіне бергенді де жақсы көремін. Ешкімді маған асылып алғанын қаламаймын, маған тәуелді болғанын қаламаймын. Маған ертең күні сіз оны бір секретный қылып ұстап отқанда жоқсыз. Жоқ. Менен алсын 2 миллионға деп, жоқ. Сол себепті өздері біліп, өздері үйреніп алса, онда нұр үстіне өздеріне нұр болатын еді. Жұлдыздарын дұрыстай алады үйінің. Жұлдыздарын дұрыстай алады, біле алады, қай жерде не себеп бар екенін, кроватының орнын өзгерте алады, газ плитасының орнын өзгерте алады. Олар бізге ақша шақыратын активаторлар. Кроваттың орны біздің жақсы тынығып тұруымызға, тревожный болмауымызға, жақсы ойлар, жақсы шешімдер қабылдауымызға көмек береді. Отношениямыздың болуына, күйеуімізбен жақсы қарым-қатынаста болуына көмек береді. Газ плита ақша табуға көмек береді. Ол жерде себебі әрдайым от элементі болады. Ол жерде береке, от жанып тұрғаннан кейін әрбір от элементі бізге ақша шақырады, бірақ ол жақсы жұлдызда тұру керек. Одан кейін жұмыс үстелі. Егер адамдар онлайн жұмыс жасайтын болса, үйде, я болмаса балалар сабақ дайындайтын болса, онда ол үстелінің орнында феншуймен жақсы қояды. Оның барлығы ұшар жұлдыз сабағында бар. Енді мен үйімді өзгерткім келеді, менің үйімнің феншуйы жаман екен дейтін болса да, олар компаспен барып, өздері сатып алады ғой, компасты барып, басқа үйлерді көріп, таба алады. Ұшар жұлдыздар сабағынан кейін жұлдыздарды дұрыс орналастыру арқылы оны таба алады. Ол өте үлкен өзіне пайдалы. Жан жағындағы мысалы менің өзімнің 5 бауырым бар. Әке-шемнің үйі бар одан бөлек, солардың барлығына мен уже тоже көмектесе аламын, өйткені бәрі бірінші бауырларыңды ойлайсың ғой, әке-шеңді ойлайсың. Егер олар сенсе, менің бауырларым сияқты, менің ата-анам сияқты. Результат бірінші өзің көрсетесің. Өзің көрсеткеннен кейін басқа адамдар саған қарай тартыла бастайтын болады. Себебі сенде ешкім білмейтін бір құрал бар екенін олар түсінеді. Біз бірімізді сеземіз, түйсінеміз, түсінеміз. Сондықтан сенде өзгеріс болып жатқаннан кейін любой адам келіп сұрайды: "Маржан, сен қайтып байып жатырсың? Сен күйеуің бар ма, жаңағыдай көмектесіп тұратын, жаңағы любовнигің бар ма деген сияқты, папигің бар ма?" Мен сияқты сіз туралы сөйтіп айтады. Сөйтіп сұрайды. Егер білгісі келген адам, білгісі келмеген адам сен туралы өсек тарқатады. Бұның байы тастап кеткен деп. Негізі мен феншуй арқылы байыған адам. Күйеуім тастауына тастады, екеуміз бірдей бөліп алдық барлық дүниені, бірақ мен оның барлығын обнулить етіп. Ол феншуйдан еді ол. Феншуй жаман үйде мен обнулениеге түсіп, одан кейін барып осыны іздеп барып, қайтадан өзіме капитал жинаған адам. Түсінікті. Сіз феншуйды 2 жылдай әдейі тексеріп көрдіңіз. То есть феншуймен жүрдіңіз, бірақ трансформацияға кіріп духовностьқа кеткен кезде адам мен жақсы болсам, менің энергияма жақсы үй келеді деген сияқты немен сынап көрдіңіз. То есть уақытша феншуймен үй таңдамай, оны жоққа шығардыңыз. Сосын 2 жыл ол білім сатылғанда жоқ, соответственно, қазір енді қайтадан оның құндылығын түсініп отырсыз. Соған не әсер етті?
сол қызық. Мен негізінде осындай іздене келе адам ақшасы көбейгеннен кейін жан жақты мен өзі ізденіп қалған адамын, рухани жағына келдім. Бәлкім өзіммен жұмыс жасауым керек шығар, может мен өзімді өзгерткен кезде өзіме бір жақсы партнер тартылатын шығар, өзім деңгейімде адам тартылатын шығар деген сияқты бір түсінікке келдім. Өз үстімде жұмыс жасағым келді. Себебі ақша пайда болғаннан кейін адамда тәкаппарлық пайда болады. Клиенттермен мысалы сөйлесу, жаңағы маған оқуға келген адамдармен сөйлесу деген сияқты. Енді қатып қалған қағида жоқ қой, сен өмір бойы өзің тәрбиелейсің. Мына маркетинг жағына келгеннен кейін мен сөйлесуді үйренгім келді. Оны сөйлестірмейтін, кейде мені ашуым шығаратын триггерлер болды. Сондықтан да мен рухани жақтан іздедім ол нәрсені. Өзім үстімде жұмыс жасайын, тренингтерге барайын, семинарларға барайын, бәлкім сол жерден де бір нәрсе білетін шығармын деген сияқты. И сол жолға барған кезде адам өзіне байланысты, өзі жақсы болса, мен оны да айтатын едім, сенің үйің жақсы болса, феншуй, өзіңнің күйің жақсы болса, сенің феншуйың жақсы деген сияқты. Бірақ енді өзіңнің күйіңді көп адам жақсартудың жолын білмейтін. Көбісі ойлайтын, мен қазір брендовый зат алсам, бір жерге путешествиеге барсам, менің состоянием, күйім күшті болады. И содан кейін мен продажам күшті болады деп ойлайтын сондай нәрселер болды да. Мен соған сендім. Өзіңнің күйіңді дұрыста деп адамдарға айттым, бірақ күйіңді дұрыстауды білмейсің. Бәрі айтады ол ақыл сөзді. Состояние 0 это состояние Бога деп айтады. Сенің миың былай жұмыс жасайды, сен миыңды басқаруың керексің, сен квантовый скачок деген сияқты сондай нәрселер айтады. Бірақ айтуды білеміз бәріміз, ақыл сөз айтуды, бірақ оны өзгертуді білмейміз. Себебі біз бұрынғы үйренген әдетімізді қайталап жасай береміз. Себебі оның тамырындағы бір паттырынды алып тастамау үшін. Сол үшін мен трансформацияға келген кезде мен паттырынды алып тастайтын менде навык бар қазір кезде. Но ол сенің паттырындарында алып тастайды да, сені өзгертеді, бірақ саған ақша тартпайды. Біз ойлаймыз ғой, рухани жолға барсақ, жақсы адам болсақ, маған ақша келеді деп, Құдай жақсы адамға ақша береді деп ойлаймыз ғой. Жоқ, олай емес. Оның өзінің тоже условиялар бар. Сол үшін егер сіз оңай ғана басымды қатырмай, мен қандай бар екенін өзім қабылдадым, маған ақша келу керек дейтін болсаңыздар, онда феншуйдан артық ақша тартатын техника жоқ. Барлығын жақсылап алсаңыздар, өзі жақсы жолмен жүресіздер. Мен өзіңізбен 2 жыл жұмыс жасағаннан кейін түсіндіңіз ба, ол байлыққа қатысы жоқ деген нәрсені? Мен негізі бір нәрсені іздесем, түбін түсіріп іздейтін адам. Руханилықтың да түбін түсіріп іздедім. Сол кезде білдім, сол руханилыққа келген кезде, мысалы, ол да дінге келу сияқты, ол да Құдайға келу сияқты нәрсе ғой негізінде. Сондай кезде мен феншуй ширк болса ширк болсын, онда мен оны қолданбаймын. Мен оны өзіме аса таяқ етпеймін. Мен өзімді тәрбиелеу арқылы өмірімді тәрбиелеймін деген сияқты сондай түсінікке келдім. Содан енді мен екеуін бірге алып жүрмеу үшін, бірінші мына трансформацияны білу үшін мен феншуйдан бас кешуіме тура келді. Тексеріп көруім керек. Мен барлық техниканы, оқырмандарыма беретін техниканы ең бірінші өзім тексеріп көремін. Одан пайда болса ғана беремін, болмаса бермеймін. Өзім сенбеген нәрсені біреуге ұсына алмаймын. И содан кейін бір жарым, 2 жылдай мен феншуйсыз адамдар сияқты барып, ешқандай фанатит етпей, ешқандай лапайынсыз барып, феншуй ощущением үй алдыңыз. Маған ұнайды, мына жер, тұрған жер жақсы, бағасы жақсы деген сияқты. Эстетичный. Сөйтіп үй ала бастадым. Бірақ менің табысым көбейген жоқ. Сол өзімнің бір жеткен бір потолок табысым бар болатын болса, өзім сенетін бір айына 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион таба аламын деген табысым бар болатын болса, өзім сенген, өзім күш қуатым жетеді деген соны ғана таптым. Бірақ бұрынғыдай запусктардан аяқ астынан 38 миллион, аяқ астынан 50 миллион жасайтын, ондай ешқандай ондай менде продажа болған жоқ. Чудалар болған жоқ уже. Бұрын мен вообще шоке болатынмын. Бір күнде 38 миллион продажа жасап, аяқ астынан сабақ аштым. Бір күнде 50 миллион продажа жасап, мен бір өзім, және ешқандай менде команда жоқ. Сонымен шок болатын болсам, мен қанша 2 жылдан бері өзімді қазып талпынсам да, 2 жылдан бері менде ондай не деп айтатын ек біздер, запуск болған жоқ. Оның бәрін бақылап көрдім. Содан кейін қайтадан өзім феншуйма келдім. Феншуймен үй ала бастадым, феншуймен таңдай бастадым. Феншуй себебі әр күні мен сенбейін десем де, әр күні менің айналамда феншуйдың элементтерін күнде көремін. Мысалы, бір ғана мысал қазір кезде айтып жатқанымыз, ол Аша Матай мен Тамара Асардың депутаттыққа өзін ұсынғаны.
себебі 9 периодта әншілер, блогерлер, олар ел сыйлайтын азаматтар болады, актерлар, олардың адамдар ізінен ереді. Сондықтан да олар осындай жоғары жаққа өздерін ұсына бастайды. Ол сіздер қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да, Аша Матай да депутат болады, Тамара Асар да депутат болады. Түсінікті. Тағы қандай қызықты наблюденияларыңыз болды осыған байланысты? 9 периодта мысалы от кезеңі, адамдардың бәрі жарқылдағысы келеді. Жарқ-жұрқ өмір, жеңіл өмір, ойын күлкі, от деген сондай жанып тұрған нәрсе емес пе? Лап етеді, жоқ болады, иә. Сосын сол үшін қазір адамдардың барлығы ақшасын тек қана осы развлечениеге жұмсайды. Неге аквапарктер көп ашылып кетті, база отдыхалар ашылып кетті, сауна банялар ыстық, иә, мысалы бұрын ондай емес еді, қазір кезде сауна банялардың өзі спроста, себебі оттың элементі ол жерде. Мына картиналар, себебі әдемілік, сосын мына мейкап жасайтындар, әдемілік, әдемі өмір, әдемі түр, әдемі киім, картиналар, әйелдердің дамуы. Кім звезда, сол бай дейсіз ғой. Кім блогер, сол бай. Иә. PhD докторлар емес, қазір кезде кім жұлдыз, кім жарқылдап билей алады, сөйлей алады, күле алады, өзін алға, самовыражение деп айтамыз, өзін алға шығара алады, ол адам бай. Себебі заманның талабы сондай. Бұрынғыдай диплом алсаң, оқысаң, осындай бір жетістікке жетсең, сен бай боласың деп ойлайтын еді ғой. Бұрын бізде дипломмен алдық. Бастықтар или болмаса научный жаңағы адамдар, бай болушы еді. Ақын жазушыларды біздер дәріптеп құрметтейтін едік. Қазір олар емес. Қазір кезде тек билей алатын, сөйлей алатын, жарқылдап шыға алатын, жарқ жағын көрсете алатын, өзінің бір креативті несі бар, мышлениесі бар адамдар байиды. Бұл период қашан кірді, 9 период, қашанға дейін жалғасады? Ол 2014-15 жылдан бастап әсерін беріп бастады, 2017-тен бастап кірді. Байқасаңыздар, сол кезде онлайн заман дамыды. 2020-да біз онлайнға өттік. Сіз осы кезге шейін көрдіңіз ба? Соттың онлайн болған. Ондай болған емес еді, ол сот қатал тәртіптің өзі осындай бір неге келді, онлайнға келді. Одан кейінгісі барлық адамдар онлайнға өтіп жатқаны, барлық бизнестер онлайнға өтіп жатқаны. Мен мысалы Қытайға барған кезімде барлық магазиндерде клиент жоқ. Мен ойлайтын едім, енді менің түсінігім бойынша Қазақстанда да сондай. Мен телефон алуға барған кезде қарайсың, ешқандай клиент жоқ, адамдар отыр, мыналар неге отыр, астынан кешке шейін мына жерге уақытын құртып деп ойласам, бірақ барлығы онлайн заказбен, Каспимен отыр. Стриммен сатып жатыр Қытайды. Иә, Қытайда да дәл сондай. Сен тек қана жаңағы нелер бар, өздерінің вичаттары, солармен сатады. Барлығы онлайн. Қазір мен өзімнің үйімнің ремонтын жасауға да Қытайдан онлайн заказ берейін деп отырмын. Сол үшінге онлайнда енді мошенник та көбейеді, себебі от деген иллюзия ғой. Сол үшін одан да абай болу керек. Сол үшін бізде қазір шарлатандардың көбейгені, аля коучтардың көбейгені, психологтардың көбейгені, сен проблемаңды шешіп беремін деп өтірік алдау, мошенниктердің көбеюінің барлығы мына инвестиция, одан адамның өзіне байланысты. Трейдинг деген сияқты. Трейдинг азарт ол. Трейдинг дамиды, мына инвестиция салу саласы дамиды, себебі твердый емес, от азарт. От жанып тұрасың, оттай болып жанып тұрасың. Сондықтан ол жерде көп адам азартқа кіретін болады, көп адам кайфты іздейтін болады, потому что барлығына қуаныш керек. Жаңағыдай нәрселерде қатты дамып кетті ғой. Мифтар дамып кеткені себебі адам қуаныш іздейді. Мен кеше ғана бір нені оқып қалдым, осындай пост шықты алдымнан, қазіргі кездегі психологиялық ауру бетротинг деп сөйтіп айтты. Ол дегені төсекте жатып шіру. Сонда сен төсекте жатып алып нені көресің, тиктокты көресің, тұрмайсың. Бұрын біздер суббота-воскресенье күні үйдің жұмыстарын жасап, одан кейін жұмыс жасайтын едік қой 5 күн. Одан кейін үйдің кірін жуамыз, басқасын деген сияқты. Қазір не істейміз? 5 күн жұмыс жасаймыз да, 2 күн өзімізше демаламыз. Жаңа развлекать етеміз, өзіміз шығамыз, тауға тасқа шығамыз деген сияқты. Ал қазіргі Z поколениясы, олар тиктокта или жатады, кино көреді, бесконечный сериал көреді, бесконечный подкаст тыңдайды. Мен подкастты түсіруімде жайдан жай емес, себебі адамдар соны көреді. Олар просто төсекте шіріп жатыр. Ешқандай әрекет жоқ. Осы 9 периодтың жұлдыздары өте жаман. Сондықтан да оны феншуймен қарау керек. Балалардың тәрбиесі дұрыс болсын десе, балалар сондай нәрсе кетіп қалмау үшін, жалқау болмау үшін, жаңа азартқа берілмеу үшін, отношение құралмайды, бедеулік көп болады,
психологиялық аурулар өте көп болады, себебі оның бәріне біздің аутизм жаңағы иә, ондай аурулардан бөлек те адамдарда мына жүрек ауруы, қан ауруы және психологиялық аурулар өте көп болады. Потому что қатты мына эмоция көп. Себебі таңертең сен тұрдың, сен спокойно емессің. Көбісінің түнгі ұйқысы дұрыс емес. Тревожный, иә. Бір нәрсеге жете алмай жатқан сияқты сондай состояние бар, иә. Соның барлығы осы периодтың энергиясы. Бізге мына ішкі тіректі өсіру керек. Біріншіден жаңа рухани жолмен Құдайға жақын болу. Екіншіден феншуйымызды реттеп қоюымыз керек, соған жараса. Болмаса мен саған сенбеймін, мен білем, мен ақылдымын, сен оттай бересің. Мысалы біздерде хейтерлар жазып жатады, сен қуасың, сен сондайсың, сен мұндайсың деген сияқты. Сөйтіп ешкімді признавать етпей жүре бересіздер, бірақ одан сіздің күйіңіз, сіздің өміріңіз ғана жаман болады. Бұл 9-шы период қашанға дейін жалғасады? 9-шы период 2044 жылға шейін жалғасады. То есть, лучше сейчас. Иә. Бұл енді кіріп келдік, 2024-те кіріп келдік. Уже 2 жылда біз қаншама адамдар бүйтіп ауышып қалған көріп жатырсыздар. Себебі мына таңертең телефонды ашқан кезінде сен то біреуді аяйсың, то біреуге күлесің, то біреумен қосылып жылайсың, сенің күйің ауысып тұрады. Біреуді көре алмайсың, иә, мына зависть болады. Біреуге жаман сөз жазасың, оның барлығы сені біріншіден Құдайдан алшақтатады, екіншіден сенің мына энергия солай әсер етеді. Иә, значит, әлі бір 18 жыл бар, әлі әсерін береді. Иә, сол үшінге біз қазір кезде заман өзгерді ма, адам өзгерді ма деп отырмастан, ең бірінші өзіміздің феншуйымызды реттеп қоюымыз керекпіз, және де өзіңнің жолыңда, өзіңнің әлеміңді әдемі қылып өмір сүруге мүмкіндігің бар. Маған енді қызығы, жаңағы ұшар жұлдыздар бұл осы феншуйдың базовый, бірақ сенің жаңа жұлдыздарыңды реттеп өміріңді бір қалыпқа келтірудің жолы, иә? Оның бағасы қанша теңге тұрады? Подкаст көргендерге бір жеңілдік бола ма дегендей сұрақ болып тұр енді менде. Бізде ұшар жұлдыздардан басқа тағы бір феншуйдың направлениесі бар. Оны феншуй фундаменті деп айтам, ол сабақты. Ол сыртқы бейнесіне қарау. Бағанағы мен үйдің ортасында туалет болмау керек. Лифт. Иә, лифттің әсері, үйдің арқасы, әйел кісілер қай жерде жаңағы отношения құра алмайды, қай үйлерде еркек болып кетеді, қай жерде деген сияқты. Мына жерде үйде кіреберісте айна болмау керек, үйге кіреберісте туалет болмау керек деген сияқты әңгімелер жүреді. Соның барлығы феншуй формуласы деген сабақта болады. Екеуін қатар алып жүрген жақсы. Ұшар жұлдыздар сабағы негізінде бағасы 189 мың теңге. Егер осы подкастты көріп, алам дейтін адамдар болатын болса, біз жеңілдік жасаймыз. Бірақ ол үшінге феншуйдың 21 қағидасы деген бізде сабақ бар, соны алу керек. Соны тыңдап көргеннен кейін адамдар ұнатса, ол үшін оны сабақты алу үшін менің дайректіме өтіп феншуй деген сөзді жазу керек. Феншуй деген сөзді жазған кезде 21 қағидасы шығады. Адам өзін көріп, зерттеп, қазіргі күйін білгеннен кейін жалғастырса болады. Ол үшінге ұшар жұлдыздар сабағын тікелей алсаңыз да болады. Ол үшінге менің шапка профилімде WhatsApp-қа өтіп, сол жерден сұрасаңыздар, сіздерге көмекшім жауап береді, бағасын айтады және жеңілдікті де беретін боламыз. Получается, ұшар жұлдыздар мен феншуй фундаменті дедіңіз, екеуі комбо болып сатылып тұр ғой? Егер де осы подкастты көрген адамдар, 21 қағидасын сатып алған адамдар ұшар жұлдыздарды алатын болса, алғашқы 50 адамға немесе алғашқы 100 адамға мен феншуй фундаменті сабағын сыйлыққа бере аламын. Ол қанша тұратын еді негізі? Оның бағасы 100 мыңнан ары, бірақ осы сабаққа бонусқа бере аламын. Түсінікті. Ұшар жұлдыздар 189 мың теңге ма? 189 мың теңге. Ал бонусқа феншуй фундамент сабағы беріледі. Керемет. Өте жақсы. Сұхбат үшін сізге рахмет. Бүгін менің ойымша жалпы феншуй деген тақырыпты жақсы ашқан сияқтымыз. Сіздің примерлеріңіз бар, өзіңіздің өміріңізде болған оқиға бар. Енді сіз келіп мына жерде отырып алып, феншуй андай, феншуй мындай деп айтқанмен адамдар оны қабылдамас еді. Сондықтан да мен барынша сіздің өміріңіз арқылы ашуға тырыстым. Өзіңізге жалпы сұхбат ұнады ма, қалай? Рахмет үлкен. Тағы да осындай сұхбаттар болса, келуге дайынмын, себебі сен екеуміз распаковка жасаған кезде сізде айтатын дүние көп, сізде адамдармен бөлісетін дүние көп. Осыны осылай ашайық деген үшін, демек сенде де мен ғана біліп қана қоймай, осы нәрсені басқа адамдар да білсе екен, осындай дұрыс түсіндірсек екен деген өзің ниетің үшін үлкен рахмет. Мен оны қолдаймын. Келесіде подкастқа шақырсаң тағы да келуге дайынмын. Оқырмандарға соңғы не айтып кетесіз?
оқырмандарға мен бай болуды тілеймін, бақытты болуды тілеймін. Біз барлығымыз бұл өмірге келгеннен кейін бай бақытты өмір сүргіміз келеді. Оның барлығын біз көбінесе күйеуімізге, отношениеден іздейміз, балаларымыздан іздейміз, және жұмыс істеп содан баюдан іздейміз. Оның барлығын себебін білгіңіз келетін болса, оның дұрыс жолын тапқыңыз келетін болса, мен парақшама тіркеліп, мені тыңдап көріңіздер. Егер ұнап жатса, продуктымды алуға өздеріңізде мүмкіндік болады. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет.